Қадірменді әріптестер, алқа жиын мүшелері, бүгін білім саласындағы өткен жылдың қорытындысы және үстіміздегі жылдағы міндеттер мен саланың дамыту мәселелері бойынша айтылатын кезекті кеңейтілген алқа отырысына жиналып отырмыз. Отырысымызға облыс әкімінің орынбасары Бұлбұл Оразқызы Елеусінова қатысып отыр. Оразқызының маңызды салаға мән беріп, осы жиынға қатысқаныңызға барша әріптестерімнің атынан ризашылығымды білдіремін. Сонымен қатар отырысқа алқа жиын мүшелері, аудандық қалалық білім бөлімдерінің, білім беру ұйымдарының басшылары, педагогтар қатысып отыр. Кеңейтілген алқа жиын отырысы алғаш рет цифрлы форматта онлайн режимде өткізілуде. Сонымен қатар білім басқармасының әлеуметтік желілеріндегі ресми аккаунттарында тікелей эфирде көрсетілуде. Бүгінгі алқа жиынға 5000-ға жуық әріптесіміз тікелей қатысудың мүмкіндігін алды. Сонымен қатар педагогтар мен білім саласына қызығушылық танытқан азаматтар трансляцияны қарай алады. Қадірлі әріптестер, өздеріңізге белгілі, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев білім саласының алдында кезек күттірмес ауқымды міндеттердің тұрғандығын айтып, бірқатар тапсырмалар жүктеді. Бүгінгі кеңейтілген алқа отырысында осы және басқа да маңызды сұрақтарды талқылап, оның нақты шешілу жолдарын, үстіміздегі жылы атқаруға тиіс жұмыстарымыз жөнінде әңгіме қозғаймыз. Сіздердің рұқсаттарыңызбен алқа жиынды ашып жариялаймын. Қадірлі әріптестер, бүгінгі отырысымыздың регламентін келісіп алайық. Жиынды жалпы 1,5 сағатта аяқтауды ұсынамын. Отырысқа сонымен қатар негізгі баяндама жасаушыларға 10 минуттан уақыт берсек, қосымша баяндамашыларға 3-5 минуттан, алқа отырысында сонымен қатар қаралған мәселелер бойынша шешімдерді бірыңғай отырыстың соңында қабылдасақ. Осы күн тәртібіне келісесіздер ме? Алқа жиын мүшелерін дауысқа салып шақырам. Рахмет. Олай болса, күн тәртібінде қойылған баяндамаларға көшуге рұқсат етіңіздер. Облыстың білім саласындағы 2021 жылғы атқарылған жұмыстар және 2022 жылғы міндеттер туралы баяндама жасау үшін сөз облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Нұргүл Бескенқызы Бектілеуова ұсынылады. Қайырлы күн, Бұлбұл Оразқызы, Жолдас Нұрланұлы және алқа кеңесіне қатысушы әріптестер. Мемлекет басшысы тарапынан қойылған міндеттерді орындау мақсатында облыстың білім саласы жергілікті бюджеттен тиісті ресурстармен қамтамасыз етіліп, саланың басым бағыттары бойынша маңызды мәселелер шешімін тапты. Атқарылған жұмыстарға қысқаша тоқталып, биылғы жылға қойылған мақсат міндеттермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Облыста 424 мектеп, 558 балабақша, 42 колледж қызмет жасайды. Осы білім берудің әр деңгейі бойынша жасалған жұмыстарға тоқтала кетсем. Мектепке дейінгі білім мен тәрбие. Мектепке дейінгі білім мен тәрбие бағыты бойынша қойылған міндеттерге толығымен қол жеткізілді. Өткен жылы 2544 орындық 25 балабақша ашылды. Нәтижесінде 1-6 жасқа дейінгі балаларды қамту 87,3%, 3-6 жастағы балаларды қамту 100%-ға жеткізілді. Баланы ерте жастан дамыту сапасын арттыру мақсатында 40 балабақшаға 7 ойыншық тауарлық белгісі бойынша дайындалған ұлттық нақыштағы ойыншықтар комплексті кабинеті алынды. Және мектепке дейінгі ұйым педагогтарының сапалық құрамы 3%-ға артты. 2795 атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасы балаларына 70%-лық жеңілдік жасалынды. Дегенмен жасалған жұмыстармен қатар аталған салада проблемалық мәселелер де жеткілікті. Оның ішінде облыс бойынша 225 мемлекеттік балабақшаның 89-ы, яғни 39%-ы бейімделген ғимараттарда орналасқан. 77 балабақшаның ыстық суы, 15 балабақшаның кәріз жүйесі жоқ, есік алдындағы дәретханалары ғана бар. Бейімделген балабақшалардың ең көп саны Ырғыз, Шалқар, Қобда, Байғанин, Ойыл, Мәртөк аудандарының үлесінде. Осы аталған проблемалық мәселелерді шешу мақсатында ағымдағы және сонымен қатар мемлекеттік балабақшалардың материалдық техникалық базасының төмендігі, оқу әдістемелік құралдардың жетіспеушілігі де бар. Сонымен бірге қазіргі таңда 7847 бала мектепке дейінгі ұйыммен қамтылмаған облыс бойынша. Бұл 1 мен 6 жас аралығындағы балалар. Және мектепке дейінгі ұйым педагогтарының 12%-ның бейіндік білімінің, 52%-ның біліксіздік санаттарының болмауы да орын алып отыр. Сонымен қатар мектепке дейінгі ұйымдардың 75%-ның
Өткен жылы 4 балабақша мемлекеттік аттестациядан өтпеуі, 42 балабақшада орын тапшылығы қалыптасқан. Осы аталған проблемалық мәселелерді шешу мақсатында ағымдағы жылға облыстың білім беру ұйымдарына ойын арқылы оқыту қағидаты бойынша оқыту мен тәрбиелеудің жаңа тәсілдерін енгізу, 30 мектепке дейінгі ұйым ашу, соның ішінде басым бөлігі Ақтөбе қаласында, 23 балабақша, қалғаны аудандарда. Балалардың ерте дамыту мәселелері бойынша облыстық әдістемелік кабинеттің жанынан арнайы бөлім ашу, мектепке дейінгі ұйымдардың менеджмент деңгейін арттыру, көшбасшылық қағидаттарын енгізу үшін Ақтөбе қаласындағы номер 33-ші Нұрсәт балабақшасының базасында эталондық балабақша құру міндетін қойып отырмыз. Орта білім бойынша өткен жылы үлгерімі төмен оқушылардың білім деңгейін қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар басты назарда болды. Білім сапасындағы айырмашылықты барынша жою, сапаны түсірмеу үшін шаралар қабылданды. Атап айтқанда, білім сапасы төмен мектептер тобы айқындалып, оқу жетістіктерін жақсарту шаралары алынды. Балалардың функционалдық сауаттылығы бойынша білім сапасына бағалау жүргізілді. Жан-жақты мониторинг негізінде облыстың топ үздік 30 ауыл мектебі анықталып, іс тәжірибесі жан-жақты насихатталды. Функционалдық сауаттылықты қалыптастыруға бағытталған тапсырмаларды шешу алгоритмі көрсетілген дидактикалық материалдар әзірленді. Сонымен қатар пән мұғалімдер бірлестіктерінің басын қосатын сапалы білім және ауыл қала мектептерінің әріптестігін дамытуға бағытталған сыншыл дос жобалары іске қосылды. Сонымен қатар өткен жылы 23 мектеп, 12 қала және 11 ауыл мектебі PIRLS зерттеуіне қатысып, 9 мектеп, 2 колледжда PISA Basic Test for School халықаралық зерттеулерінің апробациясы өтті. Нәтижесі осы ағымдағы жылы шығарылатын болады. Сонымен бірге, өткен оқу жылында бітіруші 7484 түлектің 6604-ті ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысты. 652 түлек алтын белгі иегері атанды. Алтын белгі иегерлерінің ішінде 0,9% немесе C6 иегері шектік балды ала алмады. Енді бұл саладағы, орта білім саласындағы проблемалық мәселелер қала мен ауыл мектептерінің білім сапасындағы алшақтық, халықаралық зерттеулер қорытындысы бойынша облыс оқушыларының білім сапасының төмен деңгейі. Облыстар қимасында республика бойынша 9-шы орын. Мектептердің 100%-ның, яғни 5 мектеп былтыр мемлекеттік аттестациядан өтпей отыр. Алтын белгі иегерлерінің ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде білімін дәлелдей алмаған 43,5% түлектердің және ауыл мектептеріндегі интернет жылдамдығының төмендігі. 42 мектепте 4 мегабит секундтан төмен интернет жылдамдығы бар. Енді осы аталған проблемаларды шешу мақсатында ағымдағы жылға математикалық білімнің сапасын арттыру, ауыл мектептерінің білім сапасын жақсарту үшін тірек магниттік мектеп, жетекші мектеп қызметін жандандыру, соның ішінде 12 тірек мектебі, магниттік 45 мектеп және 117 жетекші мектептер бар. Назарбаев зияткерлік мектебі тәжірибесімен облыстың 100 үздік мектебінің басқарушыларының командалық тобын оқыту және қалған 305 мектепке тарату. Ерте кәсіптік бағдарлау, инженерлік техникалық мамандықты бағдарлау және оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту бағытындағы шараларды жетілдіру міндеті қойылып отыр. Кадрлық қамтамасыз ету бойынша облыста барлық деңгейдегі білім беру ұйымдарында 25686 педагог қызмет жасайды. 2021-22 оқу жылында өңірдегі жоғарғы оқу орындары мен колледж түлектерінің есебінен 1096 педагог жұмысқа қабылданды. Кадрдың тапшылығын жою мақсатында педагог мамандарды даярлайтын оқу орындарымен жұмыстар жүргізіліп, тығыз байланыс орнатылды. Және шағын жинақты мектептердегі мамандар сәйкесінше қайта даярлау курстарынан өткізіліп, қазіргі таңда 172 маман емес педагог толықтай қайта даярлау курстарынан өтті. Сонымен бірге жергілікті бюджеттің қаражат есебінен жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға 80 орынға грант бөлініп, қазіргі уақытта жергілікті бюджеттен бөлінген қаражатқа 280 болашақ маман білім алып жатыр. Басым бөлігі олардың педагогикалық мамандықтар бойынша және медицина саласы бойынша. Өткен жылы алғаш рет осы грант бойынша бітірген түлектердің 17 резидент оқуларын аяқтап, 6 резидент аудандарға жұмыс жасауға кетті. 2022 жылы 51 студент осы ағымдағы жылы оқуларын аяқтайды, оның ішінде бакалавриат бойынша 25 студент.
және 67 бос білім беру ұйымына басшы сайланды. Енді бұл саладағы проблемалық мәселелер облыс бойынша қазіргі таңда 53 педагогқа қажеттілік бар және ауылдық жерлерге білікті педагогикалық кадрларды тартудың қиындығы мәселесі де туындап отыр. Ағымдағы жылға қойылып отырған міндеттер өңірдің үздік педагогтарын білім саласында алшақтығы бар мектептерге тарту шараларын қабылдау, директорлардың кадрлық резервін қалыптастыру критерияларын дайындау және жүзеге асыру, өңірдегі педагог мамандарды даярлайтын оқу орындарымен ынтымақтастықты дамыту, пән мұғалімдерінің ассоциациясын құру, жоғарғы оқу орындарының үздік түлектерін білім беру ұйымдарына тарту, халықаралық олимпиада жеңімпаздарын даярлаған педагогтарды ынталандыру, пән мұғалімдерін қайта даярлаудан өткізу және білім беру ұйымдары басшыларын ротациялау. Инклюзивті білім беру бойынша ерекше балалардың білім беру ортасына қосу бағытында нәтижелі жұмыстар жасалды. Атап айтқанда, ерекше балаларды түзету көмекті көрсететін ұйымдардың желісін арттыру мақсатында өткен жылы 12 ресурстық кабинет ашылды. 135 балабақшада және 326 мектепте инклюзивті білім беруге жағдай жасалды. Бұл саладағы проблемалық мәселелер: бірінші, ерекше балалардың арнайы мектепке дейінгі білім берумен және тәрбиелеумен қамту мәселесі. Оның ішінде арнайы балабақшаларда орындар саны жеткіліксіз болғандықтан, облыс бойынша қазіргі таңда 1043 білім алуға ерекше қажеттіліктері бар балалар арнайы мектепке дейінгі біліммен қамтылмаған. Және жалпы білім беру ұйымдарында инклюзивті білім беруге жағдай жасау және мектептерде педагог ассистент штат бірліктерін ашу проблемасы да бар. Сонымен бірге психологиялық, медициналық, педагогикалық консультациялардың желісін нормативке сәйкестендіру қажет. Енді осы аталған проблемалық мәселелерді шешу мақсатында ағымдағы жылға Ақтөбе қаласында 6 топ, Әйтеке және Қарғалы аудандарында бір топтан ашу және 25 педагог ассистенттердің штат бірлігін ашу, болашақ қорымен бірлесіп аутизмі бар балаларға арналған 2 инклюзивтік білім беруді қолдау кабинетін ашу, Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласында ауданаралық 1 ПМТК ашу жоспарланып отыр. Қосымша білім беру және тәрбие саласы бойынша білім беру ұйымдарындағы әлеуметтік психологиялық қызмет тәртібі қайта қарастырылды. Облыс әкімінің тікелей қолдауымен ғылыми тәжірибелік орталық жанынан психологиялық қолдау бөлімі құрылды. Тәуекел тобындағы балаларды бақылауда ұстау мақсатында басқарма мамандарының әзірлеуімен электронды журнал іске қосылды. Бұл жерде проблемалық мәселе енді кәмелетке толмағандар арасында аяқталған суицид 7 және ұмтылу 9 жағдайға өсіп отыр. Және 2020 жылдың қорытындысы бойынша жасөспірімдермен 77 қылмыс жасалынып, 76 жасөспірім қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Осы аталған проблемалық мәселелерді шешу мақсатында 321 психологтың балаларға қатысты зорлық, зомбылық, суицидтің алдын алу бойынша біліктілігін арттыру, тәуекел тобындағы 180 бала мен олардың отбасына психологиялық қолдау көрсету, әлеуметтік тапсырыс арқылы 2 жобаны жүзеге асыру ағымдағы жылға жоспарланып отыр. Жекеменшік қосымша білім беру ұйымдарына 4 бағыт бойынша 40 түрлі үйірмеге 5000 орынға мемлекеттік тапсырыс орналастырылды. Балалар және жасөспірімдерге арналған мемлекеттік шығармашылық және спорттық тапсырыс тетілігінің енгізілу нәтижесінде қосымша біліммен қамтылу көрсеткіші өткен жылы 3,1%-ға артты. Бір балаға қызмет көрсетудің орташа құны 14.442 теңге. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған үйірмелер де қарастырылған. Бір қосымша білім беру ұйымы жаңа ғимаратқа көшіп, бағыттары кеңейтіліп, қажеттілік бар тұрғындар массивінің 600 баласы өткен жылы қамтылды. Құжаттарды қабылдау барысында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту мақсатында білім басқармасының мамандары ОДО Ақтөбе КЗ порталын әзірлеп іске қосты. Яғни осы арқылы құжаттарды қабылдау процесі автоматтандырылды. Сонымен бірге облыста өткен жылы оқуға құштар мектеп, балалар және театр, ұшқыр ой алаңы, қоғамға қызмет, ашық жүрек, өзін-өзі басқару жобалары өте сәтті жүзеге асырылды. Мектеп кітапханалары 74,4 миллион теңгеге 33 мың дана көркем әдеби кітаптармен толықтырылды. Білім беру ұйымдарында 422 оқуға құштар мектеп бұрышы, 281 буккорсинг және 71 коворкинг алаңдар жасақталды. 403 мектепте 40 колледжде дебаттық клубтар құрылып, студенттер мен оқушылар тартылды. Енді бұл саладағы проблемалық мәселелер 9 қосымша білім беру ұйымының жаңа ғимараты болмағандықтан, қазіргі таңда осы 9 қосымша білім беру ұйымына баратын балалар жалдамалы ғимараттарда білім алып отыр. Және күрделі жөндеуді қажет ететін 4 қосымша білім беру ұйымы бейімделген ғимаратта орналасқан. Аталған ғимаратта 4000-ға жуық оқушы білім алуда.
Және сонымен бірге қосымша білім беру ұйымдарының заманауи жабдықтар мен құрал саймандар, компьютерлік техника, музыкалық аспаптар, сапалы интернет байланысымен қамтамасыз етілуде де тапшылық бар. Және тәрбие жұмысының шаралық сипатта жүргізілуде өз нәтижесін бермей отыр. Бұл бағыттағы проблемалық мәселелерді шешу мақсатында ағымдағы жылға мемлекеттік тапсырыс орналастыру арқылы қосымша біліммен қамтылған оқушылар үлесін 80%-ға жеткізу, мемлекеттік тапсырыс көлемін 2000 оқушыға арттыру, тәрбие жұмысын ұйымдастырудың жаңа тәсілдерін енгізу, ата-анамен жүргізілетін жұмыс форматын жаңарту және бір қосымша білім беру ұйымына күрделі жөндеуден өткізу міндеттері қойылып отыр. Және сонымен қатар 1300 өткен жылы 13781 әлеуметтік осал топ балаларына 30 000 теңгеден әрқайсысына әлеуметтік көмек берілді. Мектепке жол акциясы аясында 11 000-нан астам балаға көмек көрсетілді. Сенім телефонына білім басқармасының бөлімдерінің жедел желілеріне түскен 500-ге жуық қоңырауға тиісті жауап беріліп, түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Мектептер жанындағы интернаттар контингенті 750 баланы құрайтын, толымдылығы 50%-ді құрайды және өткен жылы 2 жаңа интернат іске қосылды. Бұл саладағы проблемалық мәселе мектеп жанындағы 27 мектеп интернаттың 16-сы интернат типтік және 11 интернат бейімделген ғимараттарда орналасқан. 16 мектеп жанындағы интернаттың төсек жиһаз ыдыс-аяқтары тозығы жеткен, яғни жаңартуды қажет етеді. Осыған байланысты осы ағымдағы жылы 2 интернатты күрделі жөндеуден өткізу жоспарланып отыр. Және 15 000-нан астам жекелеген санаттың балалары тегін ыстық тамақпен қамтылды. Алдағы 2022 жылы облыс мектептеріне бірыңғай ас мәзірі енгізілетін болады. Және сонымен бірге 100% жекелеген санаттағы балаларды тегін ыстық тағаммен қамтамасыз ету. Ақтөбе қаласының мектеп асханаларында қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды енгізу, 40 мектеп асханасының ас блоктарына бейнебақылау камераларын орнату және 38 мектеп асханаларының материалдық техникалық базасын жаңарту жоспарланып отыр. Және сонымен қатар техникалық және кәсіптік білім беру бойынша өткен жылы біршама жобалар жүзеге асырылды. Соның ішінде колледждерге білім беру бағдарламаларының мазмұны мен оқу мерзімдерін айқындауға академиялық дербестік берілді. Тиісінше барлығы 42 колледжде жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес келетін мамандарды даярлауға арналған білім бағдарламаларын келісіп әзірлеп іске асырды. 5216 орынға мемлекеттік білім тапсырысы бөлінді. Мемлекеттік тапсырыс саны алдыңғы оқу жылымен салыстырғанда 350 орын артты. Және еңбек нарығының сұранысына сәйкес негізінен инженерлік құрылыс, педагогика, ауыл шаруашылық мамандықтарына басымдық берілді. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес қазіргі таңда 9115 студент техникалық мамандықтар бойынша білім алуда. Жыл сайын осы мамандықтарға мемлекеттік тапсырыс санында артылып отыр. Мысалы, өткен жылы қабылдау 2881 болса, түлектер 2272 болды. Колледждерді бейімдеу мақсатында жұмыстар жүргізілді. 4 мемлекеттік, 2 жеке, барлығы 6 колледжде бейімдік емес мамандықтардың лицензиясы болғанымен, 5-еуінде қазіргі таңда мүлдем мамандар даярланбайды. Тек бір өнеркәсіптік технологиялар және басқару колледжінде Шаштараз оқу орнына ғана өзге колледждерде лицензия болмауына байланысты және сұраныстың өте жоғары болуына қарай мемлекеттік тапсырыс орналастырды. Қазіргі таңда бейіндік сервис колледжінің лицензия алуына шаралар қабылдануда. Өндірістен арнайы 50 маман арнайы пәндерді оқытуға тартылды. Дуалды оқыту бойынша 2000-нің үстінде 3000-ға жуық шартты келісім шарт жасалды. Дуалды оқытумен қамту 20%-ға артты. Түлектердің жұмысқа орналасу көрсеткіші алдыңғы оқу жылымен салыстырғанда 3%-ға артты. Колледждердің материалдық техникалық базасын нығайтуға бағытталған жас маман жобасы аясында 5 колледж жаңа құрылғылармен, заманауи құрылғылармен жабдықталып, 2 құзыреттілік орталығы ашылды. Енді бұл саладағы проблемалық мәселе бұл селолық колледждердің материалдық техникалық базасының төмендігі ең бірінші және өндіріс орындарының дуалды оқытуға қызығушылығының төмендігі. Осы проблемалық мәселелерден туындап отырған алдағы жылы жүзеге асырылатын басты міндеттер ірі кәсіпорындардың колледжге шерттік көмек көрсету үрдісін қалыптастыру. Мысалы, Қазхром ұлттық
компаниясы СНПC, Ақтөбе-Мұнайгаз сияқты ірі кәсіпорындармен бірлесе техникалық мамандықтарға мемлекеттік тапсырыс санын 400 орынға арттыру. 6 колледжде 10 жаңа мамандық ашу жоспарланып отыр. Селолық колледждердің материалдық техникалық базасын нығайту, соның ішінде жер қойнауын пайдаланушылардың есебінен арттыру жоспарланып отыр. Селолық колледждерге қаладағы жетекші колледждердің шерттік көмек көрсетуі ұйымдастырылатын болады. Селолық колледждердің жанындағы оқу шаруашылықтарын, полигондарын дамыту, пайда табуға бейімдеу мақсатында жұмыс жүргізіледі. Және колледждерді оңтайландыру есебінен бейімдеу мәселесі де қарастырылатын болады. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса. Рахмет. Қадірлі қалға мүшелері, баяндамашы сұрақтарыңыз бар ма? 10 мамандықтарға штат бірлескен қандай мамандықтар екен? Колледждерге Жаңадан ашылатын мамандықтар қонақ үй бизнесі, туризм, лифт шаруашылығы, канализация шаруашылығы бойынша слесарь, сантехник, интерьер дизайны, қара металл өндірісінің операторы, еңбек процесі механизациялау техника, локомотив жөндеу операторлары. Бұл мамандықтарға былтырғы жылы талдау жасау барысында сұраныстың өте жоғары екендігі байқап, бірақ ешқайсысына да лицензия болмағандықтан мемлекеттік тапсырыс орналастырылған жоқ. Тағы да басқа сауалдар бар ма? Мамандарды ауылдық жерлерге апару және ол проблема. Олар ауылға барса қандай жағдай жасалады, оларға қандай әлеуметтік қолдау мәселелері жасалатын болады. Енді бұл жерде әлеуметтік қолдау тетігі қазіргі таңда жасалу үстінде. Толық білім ғылым министрлігі тарапынан бізге осы қолдау тетігі әзірленіп болғаннан кейін бұл туралы әрине міндетті түрде хабарланатын болады. Білім беру саласының инфрақұрылымын дамыту бойынша баяндамашылар үшін сөз басқарма басшысының орынбасары Жеңісбек Ақтөргенұлына ұсынылады. Құрметті Бұлбұл Оразқызы, Жолдас Нұрманұлы және кеңейтілген отырысына қатысушылар. Білім беру саласының инфрақұрылымын жаңғырту туралы атқарылған жұмыстар туралы және міндеттерге тоқтала кетуге рұқсат етіңіздер. Қазіргі таңда облыс бойынша 54 жаңа мектептің құрылысы жоспарланған. Бюджет қаражаты есебінен 41 мектеп, мемлекеттік жеке әріптестік есебінен 3 мектеп және жеке меншік 10 мектеп. Оның ішінде 21 жылы 12 мектеп іске қосылған болатын, 22 жылға 11 мектеп жоспарланып отыр. 22 жылдың облыс бойынша 3650 орынға 13 мектептің құрылысын жүргізу үшін бюджет есебінен 3,9 миллиард теңге қарастырылды. Оның Ақтөбе қаласы бойынша 2 мектеп, Алға, Байқайын, Ырғыз, Қобда аудандары бойынша 1 мектептен, Мұғалжар ауданында 5 мектеп және Шалқар ауданы 2 мектеп. Сонымен қатар, балаларды қосымшама біліммен қамту үшін облыс бойынша 2 нысанның құрылысы жүргізілуде. Ол Ақтөбе қаласы Қазанғап атындағы өнер мектебінің жанындағы қосымшама құрылысы және Қарғалы ауданы Батырмыш ауылында 100 орынға арналған өнер мектебінің құрылысы. Сонымен қатар, Нұр Ақтөбе бойынша 150 орынға арналған нысан бойынша қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттама әзірленуде. Бүгінгі күні Ақтөбе облысы бойынша жалпы білім беретін 405 мектептердің 3 ауысымды мектептің саны 9-дан 5-ке азайтылды. Оның 4-еуі Ақтөбе қаласында және 1 мектеп Шалқар ауданында орналасқан. Облыста оқушы орындарының тапшылығы мәселесі де бар. Олардың 3 ауысымдық режимге ауысуын болдырмау үшін мониторинг және жүйелі жоспарлы жұмыс жүргізілуде. Қазіргі таңда 34 мектепте 9550 орынға оқушы орнының тапшылығы қалыптасқан. Соның ішінде Ақтөбе қаласы бойынша 24 мектепте 6755 орынға тапшылығы бар. Негізінен бұл мектептерде инфрақұрылым қалыптасқан, көп қабатты үйлер арасында орналасқан. Сондықтан да қосымшама құрылыс салу арқылы шешу жоспарлануда. Бүгінгі күні облыс бойынша 6100 орынға 15 жаңа мектептің құрылысы жүргізу үшін жобалық сметалық құжаттамалар әзірленуде. Оның ішінде Ақтөбе қаласының мектептер ғимаратының жанында 2180 орынға 8 қосымшама құрылыс жүргізу үшін жобалық сметалық құжаттамасын дайындауға облыстық бюджеттен қаражат бөлінген болады. Осы жерде айта кететін, дегенмен жаңағы мектептердің жобалары әзірленгенмен, жаңа мектептердің құрылысын қажеттілігін анықтау үшін біздер аудандармен талдау жасау жұмыстарын атқарып жатырмыз.
Сонымен қатар Ақтөбе қаласында колледж студенттерін жатақхана орнымен қамтамасыз ету үшін 368 орынға арналған 2 жатақхана құрылысы жоспарланды. Қазіргі таңда мердігерлер анықталды. 2022 жылы құрылыс монтаж жұмыстары қаражат бөлініп, наурыз айында басталуы жоспарлануда. Қазандықтар туралы айта кетсем, облыста 405 мектептің жылыту жүйесі келесідей болып отыр. 79 мектеп орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған, 302 мектеп автономды, 15 мектеп электр қазандықпен және 9 мектеп әлі пешпен жылытылады. Энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының жоспарына сәйкес 22 жылдың аяғына дейін 43 ауыл газбен қамтылуы жоспарланған. Оның ішінде 20 жылы 17 ауыл, 21 жылы 17 ауыл жоспарланып отыр және 22 жылға 9 ауыл жоспарда қарастырылған. Бүгінгі күні 34 газбен қамтылған ауылдарда мектептер қатты және суық отынмен әлі де жылытылады. Ал бүгінгі күнге 6 мектептің газға қосылу мәселесі шешілді. Ол Алға, Байғайын, Ырғыз, Қобда, Темір аудандарында. Қазіргі таңда 5 газ қазандықтарын салу үшін жобалық сметалық құжаттамасын және оң сараптама қорытындысы дайын. Құны 114 миллион теңгеге белгіленді. Бюджеттік құрылыс басталуына қаражат қарастырылды. 5 мектептің қазандығын сыртқа шығарып газ қондыру үшін құжаттамалары дайындауға тағы 12 миллион теңге бөлініп отыр. 4 жобаның құжаттамасы бар. Сараптаманың оң қорытындысын алу үшін 22 жылы біз бюджеттен тағы қаражат сұрайтын боламыз. Оның жобалық құны 3 миллион теңгені құрап отыр. Мектептерді жаңғырту бойынша білім 25 жылға дейін Ақтөбе облысының шағын қалалар мен ауылдарында орналасқан 282 мектепті Нұр Отан партиясының өзгерістер жол картасына сәйкес жаңғырту жұмыстары жүргізілетін болады. Жол картасына сәйкес 21 жылы 58 мектеп, 22 жылға 56 мектеп қарастырылып отыр. Материалдық техникалық база кез келген білім беру ұйымының жұмыс істеуінің қажеттігін алғышарт болып табылатын сіздерге белгілі. Облыс бойынша білім беру ұйымдарының ағымдағы жай-күй зерделеу негізінде нақты мектептің қажеттіліктерін негізге ала отырып, жаңғырту мынадай түйінді бағыттар бойынша жүргізілетін болады. Күрделі және ағымдағы жөндеу жүргізу, пәндік кабинеттермен жабдықтау, мектеп жиһаздарымен орта-техника жаңарту, кітапханаларды және асханаларды жаңғырту. Осыған орай әр 282 мектеп бөлісінде тұжырымдама жасақталып, 25 жылға дейін 12 миллиард теңге қарастырылып отыр. Мектептердің 62% 90 жылға дейін кезеңде салынған. Бірнеше ондаған жылдар бойы жұмыс істеп келе жатқан кез келген ғимарат уақытылы жөндеу қажет етеді. Ауыл мектептеріне жүргізілген талдау бүгінгі таңда облыстағы ауыл мектептерінің 65% күрделі жөндеуді талап ететіні анықталды. Жаңғырту аясында 21 жылы күрделі жөндеу жұмыстары толық қамтылды. Атап айтсақ, ағымдағы жылы 1,3 миллиард теңгеге 15 мектептің күрделі жөндеу жұмыстары жүргізді. Бүгінгі күнге 22 жылға жаңғырту аясында облыс бюджеттен 9 мектептің күрделі жөндеу жұмыстарына 1,2 миллиард теңге бөлінді. 13 мектеп 2019 жылдары қолданысқа берілгендіктен, яғни қазіргі таңда жөндеу жұмыстары қажет етпей отыр. Пәндік кабинеттерге бойынша облыстағы ауыл мектептерінің 66% жаңа модификациялық физика, химия және биология кабинеттерімен жабдықталған. Облыстық бюджет қаражат есебінен 2019 жылы 366 миллион теңгеге 17 аудандық және 3 облыстық мектепте, 20 жылы 500 миллион теңгеге аудан орталықтарында орналасқан 22 гимназиямен және лицейлік пәндік кабинеттермен сатып алынды. Сонымен бірге 22 жылға 73 мектепке 137 пәндік кабинет сатып алу үшін облыстық бюджеттен 722 миллион теңге қарастырылып отыр. Ағымдағы жылдың қорытындысымен пәндік кабинеттермен қамтылу 82,9% болады деп күтілуде. Қазіргі таңда конкурстық рәсімдер жүргізілуде. Енді осы жерде тағы атап өтетін бір мәселе, пәндік кабинеттер бойынша біздер талдау жүргізудеміз. Бірқатар аудандарда бұл көрсеткіш өте төмен. Мысалы, Алға, Ырғыз, Мұғалжар аудандарында қамтылу 50%-дан төмен болып отыр қазіргі таңда. Қазіргі заманға талаптарға сәйкес қолданыстағы 57 мектептің 9800 дана немесе 26% жиһаздарын
жаңартылып толықтырылды. Аталған бағытта 255 миллион теңге жұмсалды. 22 жылға жаңғырту аясында облыстық бюджеттен 52 мектептің жиһазын жаңартып, толықтыру үшін 450 миллион теңге қоса бөлініп отыр. Облыста 282 ауылдық мектептің кітапхана, оның ішінде 153-інде оқу залдары бар. Оқуға құштар мектеп жобасын іске асыру шеңберінде 21 жылы 58 мектеп кітапханаларына 11.900 көркем әдебиет сатып алынды. 22 жылға жаңғырту аясында облыстық бюджеттен 52 мектептің кітапхана жиһазын жаңарту үшін 36 миллион теңге қарастырылып отыр. Іріктелген ауылдық мектептерде 279 асхана жұмысын істейді. 57 мектептің асханасына 97 миллион теңгеге 4028 дана жиһаз сатып алынған болатын өткен жылы. 22 жылға жаңғырту аясында облыстық бюджеттен тағы 52 мектептің асхана жиһазын жаңарту үшін 34 миллион теңге қарастырылып отыр. Бейнебақылау жүйесіне тоқтала кеткім келеді. Облыста 689 мемлекеттік білім беру ұйымдары бейнебақылау жүйесімен қамтамасыз етілген. Ішкі істер органдары ерекше қорғалу объектісі болып табылатындықтан жедел басқару орталығына арнайы интернет желісі арқылы Ақтөбе қаласындағы 76 мектептің 742 камерасы қосылған болатын. Облыс бойынша 12 мектеп металл іздегішпен қамтамасыз етілген. Сонымен бірге 77 мектепте турникет, 159 мектепте хабарландыру жүйесі, тілдік, дыбыстық, жарықтық орнатылған болатын. Қазіргі таңда қалалық елді мекендерде орналасқан 122 жалпы білім беретін орта мектептерде мамандырылған күзет қызметтері жұмысын жасайды. Білім және ғылым министрлігімен білім беру ұйымдарын терроризмге қарсы қорғалуды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық қабылдануда. Осы нұсқаулыққа сәйкес біздер жұмыс жүргізудеміз. 448 білім беру ұйымының бейнекамераларын 67 миллион теңгеге 2 жылда қосу жоспарлануда. Атап айтсақ, 22 жылы 29 миллион теңгеге 172 мектеп пен 22 колледж, 23 жылы 38 миллион теңгеге 206 бала бақша мен 48 қосымша білім беру ұйымын қосу жоспарланған. Осы жерде нұсқаулыққа сәйкес біз аудандармен тиісті жұмыстарды жүргізуіміз керек. Аудан орталықтарында орнатылған мектептердегі камераларды қазіргі таңда сол аудандық ішкі істер бөліміне қосу жұмыстары жүргізілуде. Жоспарланған қаражат туралы айтып кетсем, облыстық білім беру саласы бойынша 22 жылға жоспарланған қаржы көлемі 166 миллиард теңге құрады. Оның ішінде 65 миллионы республикалық бюджет, 66 миллионы субвенция, 35 миллионы облыстық бюджеттен, 146 миллионы Қазақстан Республикасы ұлттық қор есебінен болады. Бұл бағытта 24 ағымдағы бюджеттік бағдарламалар қарастырылған. Облыстық бюджеттің бөлетін қаржының ауқымдылығы байланысты осы жерде ағымдағы бағдарламаларға салыстырмалы түрде тоқталып өтейін. Бюджеттің қомақты бөлігі, яғни 66,9% еңбекақы қорына тиесілі, 13,8% қызмет көрсету, 4% коммуналдық шығындар, 3,7% балаларды тамақтандыру шығындары, 3,5% күрделі шығындар, 3,4% студенттердің шәкірақысы, 2,1% оқулықтар сатып алу, 2% дәрі-дәрмек, жанар-жағар май, канцелярлық және шаруашылық тауарлар сатып алу шығындары, 0,4% облыстық республикалық деңгейдегі өткізілетін мектептен тыс шаралар, пәндік олимпиадалар және спорт шаралар. Қаржыландыру игеру туралы білім басқармасы бойынша 21 жылы қарастырылған бюджет қаражаты игерілуі 99,8% құрады. Бұл жерде қалған ақша басты себептері сізде алдыңғы баяндамашы жақсы сатып сұрау. Енді бұл жерде соңғы сөзімді айтсам, 22 жылға міндеттемелер осындай болып тұжырымдап отырық. 21 жылға жіберілген оқулықтармен қайтара болдырмау және алдын алу үшін барлық білім бөлімдері мен ведомстволар, мекемелер алдында үлкен міндеттер тұр. Қазіргі таңда біріншіден бүгін күннің басты талабы бұл қағазбастылықтан арылу, яғни құжаттарымызды электронды құжат айналымына ауыстыру. Соның ішінде бухгалтерлік есеп құжаттарын 22 жылдың 1 шілдесіне дейін толық электронды түрге өткізу міндетіміз. Екінші, тиісті жылға бөлінген қаражаттың жоспарланған сапасының төмендігі.
қаржының дұрыс жоспарланбауына ай сайынғы қаражаттың толық игерілмеуіне тікелей әсер етіп отыр. Сонымен қатар қаралған қаражаттың толық игерілуі әсер етуші фактордың бірі мемлекеттік сатып алудың уақытылы жүргізілмеуі. Үшінші, жыл сайын бюджеттік өтінім сапалы жасау мәселесі күн тәртібіне түспей тұр. Өздеріңіз білесіздер, 22 жылға жасақталған бюджет өтінім құжаттарының толық болмауына біздер бірталай жұмыс жасадық. Яғни бюджеттік өтінім қайта жасақталды десе де болады. Сондықтан алдағы бюджет нақтылау барысында, яғни 23-25 жылдарға бюджеттік өтінім жасақтау барысында құжаттардың толық болуын қамтамасыз етулеріңіз қажет етеді. Соның ішінде міндетті түрде дәлелдеме құжаттарымен. Баяндама аяқталды, рахмет. Рахмет. Талқы мүшелерінен сұрақтарыңыз болса. Жақсы. Рахмет. Келесі баяндама жасау үшін 2021 жылы білім беру ұйымдарында анықталған негізгі проблемалық сұрақтар бойынша баяндама жасайтын Ақтөбе облысы білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаментінің басшысы Бұлбұл Бейсенбайқызы Күзембаев. Құрметті Бұлбұл Ораққызы, алқа мүшелері және әріптестер. Енді менің алдымдағы баяндама жасаған басқарма басшысының орынбасарлары осы білім саласын жан-жақты әрбір деңгей бойынша жақсы талдау көрсетті және проблемаларды ашып көрсетті, жасалған жұмыстарды да айтты. Енді мен осы білім беру сапасын қамтамасыз етуде басқарушылық шешімдер, мемлекеттік бақылау, мониторинг, сыртқы және ішкі бағалаудың нәтижесінде қабылданатын болғандықтан осы жұмыстарға тоқталайын. 2021 жылы түрлі бақылау нәтижелері білім саласында назар аударуды қажет ететін проблемалардың бар екенін және оларды жою, жақсарту бойынша шараларды қабылдау қажеттігін көрсетті. Педагогикалық әдеп және оның құқықтарын қорғау мәселелері бойынша облыс педагогтарынан департаментке 126 өтініштер мен шағымдар, сұрақтар келіп түсті. Соның ішінде 72 педагог нормативті құқықтық актілерге байланысты кеңестер алса, 51 педагогтың құқықтары қорғалып қалпына келтірілді. Департамент жанындағы құрылған 2021 жылы құрылған педагогтардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету және педагогикалық әдеп мәселелері жөніндегі консультативті кеңесші органның отырыстарында 7 шағым қаралса, оның 6-ы Ақтөбе қаласының білім беру ұйымдарына қатысты болды және әйтеке көпсалалы колледжіне байланысты педагогтарынан ата-аналар, студенттер тарапынан түскен шағымдар қаралып, олардың қорытындысы бойынша білім беру ұйымдарының басшылары мен педагогтарына әдеп нормаларын бұзған үшін 3 ескерту, 2 сөгіс, 3 әкімшілік шара қолданылды. Сонымен қатар Павлодар орта мектебінде газет журналдарға жазылуға міндеттеу, Павлодар орта мектебінде түнгі рейдтерге педагогтарды міндеттеу фактілері бойынша шағымдар қаралып, хаттама толтырылды. Ал Ақтөбе орта мектебінен түскен шағым бойынша педагог өз еркімен жұмыстан босады. Департамент тарапынан жүргізілген білім беру ұйымдарының педагогтары арасында онлайн сауалнамаға облыстың 12.108 педагогы, оның ішінде ауданнан 6.376, қала мектептері мен балабақшаларынан 4.842, колледждерден 890 педагог қатысты. Сауалнама нәтижесі бойынша бірқатар кемшіліктер анықталды. Педагогтардың көпшілігі қанағаттанушылық деңгейін көрсеткенменен 2586 респондент газет журналдарға жазылуға міндеттеу фактілерін, 1825 педагог білім беру ұйымдарының әкімшілігі тарапынан заңнамада қарастырылмаған артық есептілікті талап етудің бар екенін, 1543 респондент өз білім беру ұйымдарындағы педагогикалық әдеп кеңестері жұмысының қанағаттанарлықсыз деңгейін көрсетті. Осыған байланысты педагог мәртебесі жөніндегі заңнаманы сақтау және білім беру ұйымдары жанындағы әдеп кеңестерінің жұмысын жетілдіру қажеттігіне назар аударамыз. Департамент 2021 жылы 123 білім беру ұйымына тексеру жүргізді. 52 білім беру мекемесіне профилактикалық бақылау жүргізу барысында 324 заңбұзушылық анықталды. Оның 152-сі өрескел заңбұзушылықтар, 81-і елеулі, 91-і болмашы. Соның ішінде Ойыл ауданының Саралжын орта мектебі, Шанас Ресеев атындағы орта мектеп, Әйтеке би ауданының Айке орта мектебі, Басқұдық орта мектебі, Қырымтау ауданының Құдықсай орта мектебі, Байғанин ауданының Сағи Жиенбаев атындағы орта мектебі, Мұғалжар ауданының Жаңа Тұрмыс орта мектебі және Ембі қызмет көрсету колледжінде заңбұзушылықтар көп анықталды. Негізінен жүйелі түрде анықталатын заңбұзушылықтар біріншіден 2018 жылға 604 бұйрықпен бекітілген
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты талаптарының бұзылуы бойынша 36 заңбұзушылық анықталды. Оның ішінде жұмыс оқу жоспарларының үлгілік оқу жоспарына сәйкес келмеуі бойынша 11, шағын орталықтар мен мектеп алды даярлық сыныптарына арналған пәндік даму ортаның қалыптастырылмауы, топтарды жасақтағанда жас ерекшеліктерінің ескерілмеуі бойынша 25 заңбұзушылық анықталды. Екіншіден 2015 жылғы 17 маусымдағы 391 бұйрықпен бекітілген біліктілік талаптарының бұзылуы бойынша 129 заңбұзушылық анықталды. Соның ішінде 8 мектепте, 1 колледжде педагогтардың сапалық құрамының төмендігі, 12 мектепке дейінгі 41 мектеп, 1 колледжде маман еместер, яғни білімінің сабақ беретін пәніне немесе деңгейіне сәйкес еместігі, материалдық техникалық базаның сәйкес келмеуі бойынша мектепте оқу кабинеттері мен спорт залдарының болмауы, 16 заңбұзушылық мектептегі оқу лабораториялары мен құрал жабдықтардың болмауы, 29 мектепте бастауыш класстар оқушыларына арналған жеке шкафтардың болмауы, 43 мектепте, 2 колледжде 3-ші деңгейлі edu.kz домендік сайтының болмауы, 13 мектеп пен 2 колледжде ұлттық білім деректер қоры мәліметтерінің сәйкес келмеуі анықталды. Үшіншіден, Қазақстан Республикасының педагог мәртебесі туралы заңы талаптарының бұзылуы бойынша 17 заңбұзушылық анықталды. Оның 6-ы педагогтардың аттестациядан уақытылы өтпеуі және 11 педагогтың уақытылы біліктілік арттыру курстарынан өтпеуі. Осы орайда маман тапшылығы мәселесі өзекті екенін айта кеткен жөн. Балабақша мен мектептерде 99 маман жетіспеушілігі, әсіресе Қырымтау, Темір, Ойыл аудандарында басым көпшілігі. Сол 99 педагогтың 17-сін қазір маман еместер атқарып отыр. Біз оны жүргізілген мониторинг арқылы анықтап отырмыз. Негізі бұл енді заң өрескел заңбұзушылық. Сонымен қатар 16 мектеп директорының 19 балабақша меңгерушілерінің орындары бос тұр. Әсіресе Әйтеке ауданында 2017-18 жылдардан бері балабақша меңгерушілерінің орны бос тұр. Қазіргі енді бұйрыққа сәйкес міндетін уақытша атқарушы 3 айдан аспауы тиіс. Осы тексеру нәтижелері бойынша 3 заңды тұлғаға, 14 лауазымды тұлғаға әкімшілік шаралар қолданылды. 1 колледждің лицензиясының қолданылуы уақытша тоқтатылды, 64 нұсқама берілді. Соның ішінде мына профилактикалық бақылау жүргізілгеннен кейін оларға анықталған заңбұзушылықтарды жою уақыты көрсетіліп отырып нұсқама беріледі. Сол нұсқаманың уақыты келген кезде қайтадан оның орындалуы бойынша жоспардан тыс тексеріс жүргізіледі. Сол кезде Әйтеке ауданының Қынау орта мектебі, Ақтөбе қаласының 42-ші орта мектебі және Байғанин техникалық колледжіндегі заңбұзушылықтар жойылмауына байланысты сотқа беріліп, сот арқылы айыппұл салынды. Сонымен қатар департамент мамандары ұлттық қауіпсіздік комитетінің және прокуратураның тапсырмасы бойынша 5 арнайы білім беру ұйымдарына тексеру жүргізіп, нәтижесіндегі анықталған заңбұзушылықтар бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасалып, 55 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұлдар салынды. Мемлекеттік аттестациялау 9 білім беру ұйымында жүргізілді. Нәтижесінде Ақтөбе қаласының нөмір 45-ші алтын балабақшасы бірінші реттен аттестатталды. Қалған 8 мекеме балабақшалар бар, мектептер бар, аттестатталмады. Соның ішінде білім сапасына тоқталып кететін болсақ, өткен жылғы 5 мектеп, биылғы тағы да 8 мектеп, жалпы осы 13 мектептің 4-ші, 9-ші, 11-ші класс оқушыларынан тест сынамалары алынған кезде қорытындысы бойынша 1288 оқушының қатысқан 4-5 бағаларын 289 оқушы ғана алып отыр. Яғни білімнің сапасы 22%. Кейбір мектептерде мысалға бір кластағы 7 оқушы болатын болса, ауылдық мектептерде соның 4-еуі 2, қалған 3-еуі 3 бағасын алып отырғандар бар. Кейбір класстарда түгел 2 бағасын алып отырған білімнің сапасын көрсетіп отыр. Енді 2022 жылы 166 білім беру ұйымында мемлекеттік аттестация жүргізу жоспарланған. Оның 77-сі балабақша, 83-ші мектеп, 6-ы колледж. Осыған байланысты осы орайда профилактикалық бақылау мен мемлекеттік аттестация кезіндегі заңбұзушылықтардың жүйелі осылай қайталанып анықтала беруіне байланысты білім бөлімдері мен әдістемелік кабинеттеріне осы жұмыстарды әрбір мекеме бойынша талдау жүргізе отырып, сол кемшіліктердің жою және алдағы уақытта болдырмау бағытындағы жұмыстарын күшейту қажет деп санаймын. Сонымен қатар жаңа мектепке лицензияны уақытылы алмау проблемасы да бар. Негізгі себеп ғимаратты пайдалануға беру құжатының, жер учаскесіне актінің, материалдық техникалық жарақтандырудың мамандарын дайын болмауы. Облыс бойынша бүгінгі таңда 3 мемлекеттік мектеп лицензиясыз білім беру қызметімен айналысып отыр.
Ол нөмірі 78 орта мектеп Ақтөбе қаласы, Қызылжар орта мектебі Темір ауданы, Құмсай бастауыш мектебі Мартөбе ауданы. Бүгінгі таңда 78 орта мектептің сұранысы түсті, лицензия алуға және ол қазір қарастырылып жатыр. Сонымен қатар Шалқар ауданы Шоқысы орта мектебінің жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын жүзеге асыруға лицензиясы жоқ. Яғни олар 2020 жылға дейін негізгі мектеп болып келді де 2020 жылы орта мектепке ауысты, бірақ әлі күнге дейін оған лицензиясы жоқ. Сондықтан осындай мектепті ашуды жоспарлау кезінде біліктілік талаптарының барлық нормаларын ескеру қажеттігін атап айтқым келеді. Білім беру ұйымдарындағы қауіпсіздік мәселесі мемлекет басшысының ерекше бақылауында екені мәлім. Білім беру ұйымдарының барлығында бейне камералар орнатылған, алайда толық жинақталған мектептердің 24,6%-ында, шағын жинақталған мектептердің 36,9%-ында бейне бақылау жүйесі әлі күнге дейін талаптарға сәйкес келмейді. Олар әсіресе Ақтөбе қаласы, Алға, Әйтекеге, Қарғалы, Қобда, Ойыл, Темір аудандарында. Ал 25 мемлекеттік колледждің қазір біреуінде ғана Ақтөбе автожол колледжінде арнайы күзетпен қамтылған, 10 колледжде ғана турникеттер орнатылған, 24 колледждің бейне бақылау жүйелері талапқа сәйкес келмейді. Негізгі проблемалар камералардың модельдері ескірген, ақпарат сақтау мерзімі жеткіліксіз және жедел басқару орталықтарына қосылмаған. Сондай-ақ Мұғалжар ауданындағы Құмжарған негізгі мектебінің апаттылығы мәселесі 2018 жылдан бері шешілмей келе жатыр. Яғни 2018 жылы басталған жаңа мектептің құрылысы тоқтатылып, оқушылар апатты ғимаратта оқу процесін жалғастыруда. Сонымен қатар Ақтөбе қаласындағы Қызылжар орта мектебінің және Байғанин техникалық колледжі жатақханасының ғимараттары апатты жағдайда екені де анықталып отыр. Аталған мәселенің маңыздылығын ескере отырып, барлық тиісті шараларды қабылдау қажет. Қазақстан Республикасының білім туралы заңының 55 бабына сәйкес Білім және ғылым министрлігінің 2021 жылғы 5 мамырдағы нөмірі 204 бұйрығы негізінде мектептер мен колледждерде білім алушылардың білім жетістіктерінің мониторингі енгізілді. Былтырғы жылдан бастап, яғни 2021 жылы 4 мемлекеттік колледждің білім алушылары оған қатысты. Орташа балл 34,81-ді құрады, республикалық балдан жоғары, және осы 4 колледждің ішінде Ақтөбе жоғары политехникалық колледжі 50,49 балл, орташа балл жоғары нәтиже көрсетті. Осы колледждердің лицензиялары мен лицензияға қосымшаларын жұмыс жасауына бейне сәйкес келуіне мониторинг жүргізілді. Нәтижесінде 3 колледж 7 педагогикалық мамандық бойынша бейне сәйкес келмейтін лицензия қосымшаларын қайтарды, және 20 колледж оқытылмайтын, бейне сәйкес келмейтін 44 мамандық, 51 біліктілік бойынша лицензияға қосымшаны ерікті түрде қайтаруды жүзеге асырды. 2022 жылы мемлекеттік бақылау шаралары мен мониторинг жұмыстарының көлемі одан әрі арта түспек. Сондықтан білім басқармасы, білім бөлімдері, білім беру ұйымдарының басшылары департамент тарапынан берілген ұсыныстарды назарға алып, кемшіліктердің жойылуына дер кезінде шаралар қабылдап отыру қажет. Жалпы мен жаңағы айтып отырған мониторинг, аттестация, тексеру жұмыстарының барлығы толық талдауы барлық білім беру ұйымдарына жеткізіліп отырады, білім бөлімдері арқылы. Сондықтан мен бұл жерде оның барлығын айтып тұрған жоқпын. Оны әрі қарай талдап жұмыс жүргізу үшін бұл құрал болып есептеледі. Әсіресе мына колледждерде жүргізілген мониторингте модо бойынша білім жетістіктерін мониторингтеу. Әрбір колледждегі қай пән бойынша, қай жерде кемшіліктер, қай жерде жақсы көрсеткіштер, оның талдауы Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық академиямен жақсы жасалып келді, және ол қазір білім басқармасына жеткізілді. Алдағы уақытта басқа колледждерге де осы мониторингке дайындық бойынша жұмыстарды ұйымдастыру қажет. Баяндама аяқталды, тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, бұл Бейсенбаева. Сұрақтарыңыз бар ма? Жолдас Нұрланович, бір ұсыныс бар. Егер балабақшалар, мектептер аттестациядан өтпейтін болса, өте алмай жатыр дейді. Аттестациядан өте алмайтын болса, значит, онда ол мектептерде, ол балабақшаларда мүлдем жұмыс жоқ деген сөз. Сондықтан мен сізге ұсыныс айтамын, ондай басшыларды алмастырып, жұмыс жасайтын басшыларды қою керек. Аттестациядан өтпейді деген не сұмдық ол? Ұсыныс ретінде сізге. Нұргүл Молдабаева айтуыңыз өте орынды. Әрине, ол аттестациядан білім беру мекемелерінің өтпеуінің бірнеше себептері бар. Оның барлығы да білім беру мекемесінің басшысына тіреліп тұрған жоқ. Әрине, егер кадрлық сапаның құрамын арттыру, мектеп директорының тікелей немесе
мектепке дейінгі ұйымның басшысының тікелей міндетіне кіретін мәселелер орындалмай отырса, онда әрине мектеп әкімшілігіне шара қолдануға болады. Дегенмен көп жағдайда материалдық базаның да сәйкес келмеуі оларда бізді тығырыққа тіреп отыр. Әрине қаражатқа тіреледі. Осы мәселелерді біз саралап, әрбір білім беру ұйымының аттестациядан өтпеу себебінің нақты себебін анықтап барып қабылдайық. Негізі ұсынысыңызды ескереміз. Жақсы, рахмет. Облыстың әдістемелік қызмет ұйымдастырудағы өзектілігі мен мүмкіндіктері туралы баяндайтын Дина Ұзақбайқызы Жаманбаева, ғылыми тәжірибелік орталықтың директоры. Облысымызда 12 аудандық, бір қалалық, бір облыстық әдістемелік комитеттер мен орталықтар жұмыс жасайды. Әдіскерлердің жалпы саны 73, барлығы жоғары білімді, оның ішінде 15-і магистр. Орталық педагог мамандардың ғылыми-теориялық әдістемелік кәсіби деңгейлерін жеткізу арқылы білім сапасын көтеруді қамтамасыз ету проблемасы бойынша бірнеше бағытта жұмыстарды ұйымдастырып келе жатыр. Жұмыс жоспарымызға сәйкес 2021 жылы 250 облыстық семинар, конференция, вебинарлар, 2004 облыстық деңгейдегі байқаулар, шебер-класстар, онлайн сабақтар, дөңгелек үстелдер, 23 тақырыптық және кешенді зерделеу әдістемелік көмек беру жүзеге асырылды. 21 жылы облыс бойынша 18 облыстық шығармашылық шеберхана, 21 шебер-класс ашылды. Облыстық шығармашылық шеберхана құрамында 265 педагог, облыстық шебер-класстар құрамында 398 мұғалім жұмыстануда. Өкінішке орай, мектептер өз мүмкіндіктерін пайдаланып, шығармашылық пен зерттеушілікпен айналыспау себепті жылдан жылға білім беру ұйымдарында эксперимент алаңы азайып, 2021 жылы мүлдем ұсынылмады. Құрметті алқа отырысына қатысушылар, еліміздің халықаралық зерттеулерге қатысты білім беру сапасын арттыруда стратегиялық маңызы зор. Сондықтан барлық мектеп мұғалімдері алдында бүгінгі күні тұрған міндет оқушыларымыздың білім сапасының жоғары деңгейіне көтерілуіне атсалысу болып табылады. Осы бағытта әдіскерлер мен пәндік ассоциациялардың шығармашылық тобы тапсырмалар базасын жасақтады, облыс ұстаздарына көмекші құрал ретінде пайдалануға ұсынды. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру бойынша семинарлар мен практикумдар, вебинарлар өткізуде. Мысалы, Жамбыл облысының оқу әдістемелік кабинетімен бірлескен халықаралық зерттеулер, ізденіс, тәжірибе, нәтиже тақырыбындағы вебинарға 300-ге жуық педагог қатысты. Сонымен қатар 2022 жылдың 12-13 қаңтар аралығында пәндік білімді тереңдету, оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту мақсатында педагогикалық шеберлік орталығымен бірлескен қысқы каникулдық мектеп жұмысы ұйымдастырылды. Оған 500-ден астам педагог қамтылды. Өзекті мәселелердің бірі елдегі пандемия жағдайында қашықтан оқыту жүйесіне көшудің білім сапасына кері әсер тигізуі. Осыған байланысты облыс мектептерінде оқытуды қайта қалпына келтірудің іс-шаралары жасалды. Негізгі пәндер бойынша оқушылардың үлгерімі ай сайын мониторинг жүргізіліп, әр апта сайын аудандық әдістемелік комитет меңгерушілеріне, мектеп директорлары мен орынбасарларына арналған әдістемелік күндер өткізіліп отырды. Жаңа мүмкіндіктерге жол ашу мақсатында облыстағы педагогикалық шеберлік орталығы, Назарбаев зияткерлік мектебі, өрлеу біліктілікті арттыру орталығы, Ақтөбе филиалы, Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау әдістемелік орталықтармен серіктестік және ынтымақтастық негізінде жұмыстар жасалуда. Атап айтатын болсақ, бірнеше облыстық жобалар жүзеге асырылып келеді. Олар педагогке мобильді көмек, жас басшы мектебі, жас қанат матыра жобасы, каникулдық мектеп сыншы дос жобалары. Педагогтардың белсенділігі мен кәсіби деңгейін көтеруге бағытталған 17 пәндік ассоциация жұмыс істейді. Білім беру ұйымдарындағы тәрбие мамандарының біліктілігін арттыру, кәсіби өсуін қамтамасыз ету мақсатында жоспарлы жұмыстар атқарылуда. Мамандардың құзыреттілігін арттыру, тәрбие берудің қызметін ұйымдастыру шаралары кең көлемде өткізілді. Облыс көлемінде рухани жаңғыру бағдарламасының дәстүр мен ғұрып, еңбек елдің мұраты, құқықтық мәдениет және үнем қоғам қуаты жобалары аясында шаралар атқарылды. Ақтөбе ұстазы газетіне рухани жаңғыру айдары мен ақпараттар жарияланып отырды. Үшкірой алаңы дебаттық клубы жетекшілеріне арналған оқыту семинарына аудандық қалалық үйлестірушілер мен дебат клубтарының 102 жетекшісі қамтылды. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында оқыда естелікке қалдыр челленджі мен тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған мен оқыған кітапты сен де оқы оқырмандар керуені ұйымдастырылды. Өңірлік телеарналарда оқуға құштар мектеп жобасының жұмыстары насихатталды. Нұрсұлтан қаласындағы білім беруді жаңғырту орталығы мен телекөпір ұйымдастырып, Атырау, Павлодар облыстарымен тәжірибе алмасу жұмыстары жүргізілді. Оқушылар мен колледж студенттерінің арасында кәсіби бағдар беру мақсатында мен болашағымды таңдаймын, ата-ананың жұмыс күні әлеуметтік жобалары жүзеге асырылды.
облыста жас дефектологтар, логопедтер мектебі үздіксіз жұмыс жасайды. Ерекше білімді қажет ететін балалармен жұмыс жасайтын педагогтар үшін тең мүмкіндіктер мектебі бастау алды. Сонымен қатар білім беру ұйымдарында педагог ассистенттер өз жұмысын бастады. Олардың жұмысын үйлестіру, әдістемелік қолдау бойынша шаралар жоспарлы атқарылуда. Қосымша білім беру ұйымдары педагогтеріне де заманауи технологияларды меңгерту бойынша әдістемелік көмек көрсетілді. 2021 жылы шілде айында Ақтөбе облысы әкімдігінің қолдауымен психологиялық әлеуметтік қолдау бөлімі ашылды. Аталған бөлімде 10 маман қызмет атқарады. Қазіргі таңда психологиялық қызметті есепке алудың бірыңғай электронды журналының жұмысы іске асырылуда. Бөлім ашылғалы педагог-психологтар мен әлеуметтік педагогтардың біліктілігін арттыру бойынша 30-дан астам шара ұйымдастырылды. Құқық бұзушылық, жыныстық қол сұғылмаушылық, зорлық-зомбылық, аутодеструктивтік мінез-құлық мәселелерін алдын алу және болдырмау мақсатында жансыры психологиялық кабинеті іске қосылды. Кабинетте психологиялық қолдауға мұқтаж кез келген білім алушы ата-ана ақысыз түрде қызмет ала алады. Бүгінгі күнге дейін 50-ге жуық тұлға психолог мамандардың көмегіне жүгінді. Псай Ақтөбе Инстаграм парақшасы арқылы психолог мамандар мен әлеуметтік педагогтерге әдістемелік көмек, ал ата-аналар мен білім алушыларға жаднамалар, психологиялық ақпараттар жариялануда. Облыстың білім беру ұйымдары, денсаулық сақтау басқармасы, дін істері, кәмелетке толмаған істер жөніндегі учаскелік полиция инспекторларымен ведомство аралық байланыс орнатылды. Орталықтың IT бөлімі де өз жоспарын сапалы және заманауи технологияларды қолданып білім сапасын арттыруға бағыттады. Карантиндік мезгілде облыстағы 405 мектептің онлайн мектеп платформасы арқылы қашықтан оқыту процесін жүзеге асыруына қолдау жасады. Білім медиа групп компаниясының өкілдерімен бірлесе онлайн тренингке 17 мыңнан астам педагогты қамтыды. Қашықтан оқытуға байланысты облыстың білім басқармасының YouTube, Telegram каналдарында арнайы бөлімге бейне материалдар жүктелді. Білім беру ұйымдарында қашықтан оқытуды ұйымдастырумен қатар аралас форматта оқыту бойынша әлеуметтік желі арқылы тікелей эфир жүргізілді. Педагогтың IT құзыреттілігін дамыту тақырыбында облыс көлемінде 729 информатика пәнінің мұғаліміне арналған семинар практикум өткізілді. Психологиялық қолдау бөлімінің Псай 04 KZ ақпараттық жүйесі құрылды. Ақпараттық жүйе облыс бойынша барлық білім беру мекемелер психологтарының жұмысына мониторинг жасап, зерделеу процесі автоматтандырылды. Балаларға қосымша білім беру мемлекеттік тапсырыс орналастыру онлайн платформасы құрылып, техникалық қолдау жасалып отыр. Колледж талапкерлеріне арналған мамандық навигаторы ақпараттық жүйесі құрылуда. Бұл жерде талапкерлер профильдік сабағы бойынша өзіне қолайлы мамандықты таңдай отырып, облысымыздағы барлық колледждер туралы толық ақпарат ала алады. Қазіргі уақытта орталықтың жұмысын автоматтандыру жұмысы да жоспарланып отыр. Орталықтың техникалық және кәсіптік білім және кәсіби бағдар беру бөлімі өңіріміздегі 42 колледждің 2000-нан астам педагогіне әдістемелік қолдау бағытында жұмыстар атқарып келеді. Ол колледждегі жас маман жобасы жүзеге асыру жұмыстарына да қолдау жасап отыр. Әдістемелік жұмыс ұйымдастыру колледждердің халықаралық стандарттарға сай оқу бағдарламасы мен жұмыс жасаудың формалары, заманауи жабдықтары, оқу процесінде қолдану және пайдалану, модульдік білім беру бағдарламалары, WorldSkills және APIT стандарттарын енгізу жұмыстары, индустриялық кеңестің қызметі және WorldSkills стандарттары бойынша демонстрациялық біліктілік емтиханын өткізуге бағытталды. Тренерлік курстан өткен әдіскерлер мен педагогтерден жұмыс тобы құрылды. Топ бастамасы Сопрано групп әзірлеген оқу бағдарламасы бойынша дөңгелек үстелдер, кездесулер, семинарлар, шебер кластар өткізді. Сондай-ақ 2021-22 оқу жылынан бастап колледждарға академиялық дербестік берілуіне байланысты мемлекеттік білім бағдарламасындағы өзгерістерді түсіндіру жұмыстары жолға қойылды. Бөлім колледждің тәрбие жұмысында 8 бағыт бойынша ұйымдастыру жұмыстарына әдістемелік басшылық жасап отыр. Облыс көлемінде жүзеге асырылған жобалар әлеуметтік желілер арқылы жүйелі түрде насихатталып отырады. Осы аталған кең көлемді шаралар 22 жылда жалғасын тауып, педагогтеріміздің кәсіби өсуіне, білім сапасының көтерілуіне септігін тигізеді деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Ден Запайдың сұрақтарыңыз бар? Ден Запайдың, өзіңізге белгілі, өткен жылы біз психологиялық қызмет бойынша жаңа бөлім ашылған еді. Осы бөлімнің қазіргі жұмыс жағдайы қалай? Биылғы жоспары қандай? Осы бір сауалға жауап беріңізші. Және арнайы құрылған платформаның жұмысы жөнінде бір-екі ауыз тоқталып кетуіңізді сұраймын. Рахмет, Жолдас Нұрланұлы. Жаңа баяндамада аталып өткендей,
бұл бөлім биылғы жұмысына нақты жоспарларын жасады. Электрондық журнал барлық электрондық журналға бүгінгі күнге дейін біздің облыстағы барлық мектептердің ақпараттары толық енгізілді. Бұл жерде оқушылардың және ата-аналармен жұмыс жолға қойылған. Әр ауданға біздің осы орталықтағы кабинеттің психологтары белгіленді. Олар өздерінің белгіленген аудандары бойынша қандай да бір мәселе туындайтын болса, ол мәселені осы электрондық журнал арқылы көріп отырады. Оған арнайы түсетін хабарлама, яғни сигнал бар. Сол арқылы сол аудандағы мектеп, нақты сол мектептің психологына шыға отырып, өзінің сол проблемасы туындаған балалармен нақты жұмыстың қалай жүргізіліп жатқандығын бақылап және үйлестіру мүмкіндігі бар. Бұл облыс бойынша 170 мыңға жуық оқушыны түгел қамти ала ма? Оның үстіне 25 мың колледж студенттері бар. Бүгінгі күнде бұл электрондық жүйеге барлығы енгізілді. Негізінен бұл жердегі жұмыс тек қана бұл орталықтың әдіскерлері ғана үшін емес, бұл нақты мектеп психологының жұмысын жеңілдету үшін жасалынды. Бүкіл мектеп психологының жүргізетін бұрын қағаз түрінде жүргізіліп отырған түрлі журналдары барлығы электронды түрде енгізіліп отыр. Негізгі жұмысты мектеп психологы өзі жасап отырады, ал қандай да бір мәселе туындаған кезде біздің психологтарға осы жүйе арқылы хабарлама түсіп, сосын ары қарай бірлесіп жұмыс жасау мүмкіндігі туындайды. Рахмет. Дарынды балаларды қолдау және дамыту шаралары туралы дарын орталығының басшысы Нұрбол Орынбасарова сөз сөйлейді. Құрметті қызы Жолдас Нұрланов және Алқа кеңесіне қатысушы әріптестер. Ақтөбе дарын өңір ғылыми тәжірибелік қосымша білімдері орталығы өз жарғысына сәйкес дарынды балаларды анықтау, іріктеу, қолдау және дамыту жұмысын мақсатты түрде 15 жыл қатарынан атқаруда. Ақтөбе облысының дарынды зияткерлік балаларын дамыту механизмдерінің бірі ретінде Ақтөбе дарын орталығының жанында 2013 жылы құрылған жалын облыстық олимпиадалық резерв мектебі жұмысы жасайды. Аталған мектептің оқушыларына, яғни облыстық олимпиада жеңімпаздарына жергілікті жоғары оқу орындары ғалымдары және 2021 жылдан бастап арнайы пәндік олимпиадаға дайындайтын Эдвайт Академия орталығының тәжірибелік тренерлері дәріс береді. Сонымен қатар Ақтөбе облысының білім басқармасының қолдауымен 2021 жылы Эдвайт Академиясының республикалық халықаралық олимпиадаларының бірнеше дүркін жеңімпаздар жаттықтырушылардың қатысуымен жазғы олимпиадалық резерв мектебі ұйымдастырылды. Оған 9-11 класс оқушыларынан 200 зияткер дарынды бала қамтылды. Үздік атанған 30 оқушы Нұр-Сұлтан қаласында Нұржолда мектеп-лицейінің базасында өткен оқу-жаттықтыру жиынына барып, білімдерін толықтырумен қатар жазғы демалысын толыққанды өткізіп қайтты. Нәтижесінде 2019 жылы 83 қатысушымыз 9 алтын, 8 күміс, 17 қола, барлығы 34 медальмен 40% сапалы көрсеткен болса, 2021 жылы 77 қатысушы 8 алтын, 7 күміс, 25 қола, яғни барлығы 40 медаль иемденіп, сапалық дайындығымыздың 52% өскенін көрсетті. Және облысымыз ең үздік олимпиадалық команда атағын республикаға тағы бір мәрте дәлелдеді. Бұл жерде атап айту керек, 2020 жылы пандемияға байланысты олимпиаданың республикалық кезеңі өткен жоқ. Халықаралық деңгейдегі олимпиадаларға 2021 жылы Ақтөбе облысы бойынша қатысқан 390 оқушының 177-сі жүлдегер атанды. Сонымен қатар ақтөбелік оқушылар халықаралық олимпиадалардың ішінен статусы ең жоғары 6 олимпиаданың 2-іне биология және географияға қатысты. Ұлттық құрама командаға енген бұл балаларымыз елімізге қола медаль әкелді. Әрине, балаларды ғылымға баулу сияқты мазмұнды жұмысымызда орын алған мәселелер де бар. 2021 жыл пәндік олимпиаданың облыстық кезеңі бір оқушы, бір компьютер, бір камера қағидасы бойынша өткізілді. Бұл тәсіл облыстық кезең барысында ата-аналар мен көпшілік тарапынан қолдау тауып, әр қатысушының өзіне деген сенімділігін арттырды. Бірақ аудандық қалалық кезеңде бұнда ашықтық қамтамасыз етілмеді. Оқушылардың ғылыми жобалар жұмыстарының сапасы төмендеуде. Мәселен, 2020 жылы облыстық кезеңге жіберілген жұмыстардың 25%, 2021 жылы 30% плагиатқа байланысты экспертизадан өткен жоқ. Аталған мәселелерін шешу және бәсекелестік позициясын нығайту бойынша төмендегідей міндеттер қойылды. Пәндік олимпиаданың бірінші, екінші кезеңдерін техникалық базасы мен интернет желісі мықты тірек мектептерде бір оқушы, бір компьютер, бір камера қағидасы арқылы орындауын ұйымдастыру. Олимпиаданың ашық, әділ өтуін қамтамасыз ету мақсатында
білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаментінің, Ақтөбе адалдық алаңы жобалық кеңсесінің, қоғамдық қамқоршылық кеңестерінің, бақ өкілдері сияқты тәуелсіз бақылаушылардың бірінші, екінші кезеңге қатысуын міндетті түрде қамтамасыз ету. Әр мектепте құрылған оқушылардың ғылыми қоғамы жұмысын күшейту, жұмыс жоспарларының мазмұнын кеңейту. Көркемсіз сүйер эстетикалық талғам биік шығармашылық балалар үшін 36 облыстық шара өткізіліп, 2579 оқушы қамтылды. Нәтижесінде 19 республикалық шарадан 142 оқушы 27 жүлде әкелді. 2021 жылы шығармашылық балаларға арналған Ақберен байқауының республикалық кезеңі Ақтөбе қаласында өткізілді. Республиканың әр өңірінен келген 100 оқушы арасынан ақтөбелік оқушылар айтыс, мәнерлеп оқу бағыттарынан бас жүлде алса да, аудан оқушыларының айтыс байқауларына қатысу сапасы төмен болып тұр. 2022 жылғы приоритеттік міндеттер қатарында әр ауданда жергілікті ақын айтыскерлермен бірлесе айтыс жанры бойынша оқу жиынын ұйымдастыру жұмысы тұр. Ақтөбе облысының жастарын спортқа баулу, жас спортшыларды тәрбиелеу бағытында жүргізіліп жатқан жұмыстардың бірі спорттың 10 түрінен өткізілетін ұлттық мектеп лигасы мен оқушылар мен колледж тәрбиеленушілер арасында спорттың 52 түрін қамтыған спартакиада. 2020 жыл пандемияға сәйкес спорттық шаралардың тең жартысы өткізілген жоқ. Алғаш рет спорттан онлайн жарыстар енгізілді. 2021 жыл жағдай тұрақталып, 10 облыстық спорттық шараға 128 команда, яғни 514 бала. Мұғалімдерден 15 командадан құралған 400 мұғалім қамтылды. 2021 жылы Ырғыз ауданының және Ақтөбе қаласының командалары облысымызға бірнеше мәрте жеңіс әкелді. Өздеріңіз байқағандай республикалық кезең бойынша аудан командалары аталмады. Бұл мәселе облыстық кезеңге жолдама алған аудан командаларының іс-сапар шығындары бюджеттік жоспарлау бағдарламасына енгізілмеу себептерінен облыстық кезеңге толық қатыса алмағандығында. Бұл біз үшін республикалық кезеңге іріктеу жасауда үлкен қиындық тудырады. Өткен облыс бойынша үздік команда сақтауда барлық аудан командаларын түгел қатысқаны шарт. 2021 жылы мектепте ұстаздық етіп жүрген спортшы мұғалімдерді қолдау мақсатында Ақтөбеде алғаш рет ұстаз барысы жарысы өткізілді. Мемлекет басшысының 2019 жылғы 2 қыркүйектегі жолдауын іске асырудың жалпы ұлттық жоспарының 55 тармағын іске асыру мақсатында ауылдық жерлерде тұратын дарынды балаларды анықтау, оларға қолдау көрсету мен қабілетін дамыту жол картасы негізінде Елбасы академиясы қорының ұйымдастыруымен өткізілетін ұлттық мың бала олимпиадасының екінші кезеңіне Ақтөбе облысы бойынша 2020 жылы 138 бала қатысса, 2021 жылы 167 бала өткен болатын. 2 жыл қатарынан жүлдегерлер саны 34. Нәтижесінде ауыл мектептеріндегі 9 үздік оқушы облыстық мамандандырылған білім беру ұйымдарында емтихансыз қабылданды. Ел үміті бастамасының елбасы медалі ірі жобасына 2020 жылы 319 оқушы қатысса, 2021 жылы аталған жобада 428 үміткер жұмыстанды. 2020 жылы 150 қола, 2021 жылы 106 қола, 1 алтын медаль. Сонымен қатар, ел үміті бастамасы аясында сапалы цифрлық білім беру ресурстары мен сервистерге тең қолжетімділікті қамтамасыз ету мақсатында бірге оқу онлайн мектебі жұмыс басталды. Онлайн мектептің оқу қызметі бірге оқу KZ сайты арқылы синхронды, асинхронды сабақтар мен білім диагностикасы, жобалық тапсырмалар, тьютор мен топтық және жеке консультациялар нысандарымен жүргізілуде. 2021 жылы 7-8 сыныптарда оқитын аз қамтылған көпбалалы отбасылардан 594 оқушы оқыды. 2022 жылы 600 баланы оқыту бағдарламасы құрылды. Елбасы академиясы қорының бағдарламасы бойынша 2021 жылы Ақтөбе дарын орталық штаты 3 психолог және 2 IT маманы бірліктерімен толықтырылды. Мамандар қабілет жобасы бойынша облысымыздың 433 мектеп психологтарын арнайы курстан өткізді және қазіргі таңда аталған жоба бойынша 11 жастағы 10428 оқушыны диагностикадан өткізді. 2022 жылы қабілет жобасының бағдарламасы негізінде 8-9 жастағы балаларды психологиялық диагностикадан өткізу ұйымдастырылады. Ақтөбе дарын орталығы жанындағы дарынды балалармен жұмыс жасайтын шығармашыл ұстаздар қауымдастығы мен психологтардың шығармашыл лабораториясы дарынды балалармен атқаратын жұмыстардың озық тәжірибелерін жинақтауда. 2021 жылы 1135 мұғалім облыстық семинар олимпиадаларға қатысып, 516 педагог республикалық шараларда білімдерін шыңдады. Ақтөбе дарын өңірлік ғылыми тәжірибелік қосымша білім беру орталығы 2022 жылы алға қойған міндеттері балалар мен жасөспірімдердегі дарындылықты анықтаудың, дарынды балалардың дамуын, сапалы психологиялық педагогикалық сүйемелдеудің тиімді жүйесін құру. Қабілетті және дарынды балалардың облыстық, республикалық, халықаралық олимпиадаларға, ғылыми жобалар жарыстарына, зияткерлік ойындарға, конкурстарға, көрмелерге, конференцияларға, тренингтерге қатысу мүмкіндіктерін кеңейту. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма?
Нұргүл Орынбасарова, бізде енді Ақтөбе дарын орталығы бірден бір өңірдегі дарынды балалардың әлеуетін кеңейтетін қолдау көрсететін орталық болып табылады. Жаңа сіз өзіңіздің хабарламаңызда айттыңыз, ғылыми жобалардың сапасы жыл санап төмендеп келе жатыр. Ең негізгі себептерін айтыңызшы. Ең негізгі себептер әлі күнге дейін ол бастан келе жатқан проблема неге ғылыми жобаны реферат ретінде көруі және де плагиат мәселесі. Соны республикалық дарын өткен жылдан бастап антиплагиат программасын қолдану арқылы сол нелерді шығарып жатыр. Жаңағы қанша пайыз плагиат қолданғанын. Сол үшін осындай өткен жылдан бастап статистика беріліп жатыр. Енді осы қыркүйек айында өткен жиналыста арнайы топ құрылып, келесі жылдың ғылыми жоба жарысының форматы өзгертілген деп жатыр. Аман болса. Енді жаңадан енгізілген жүйе, рас бұған дейінгі ғылыми жобаларда бұл программа болмауы себепті көрсеткіште жоғары болады. Енді жаңа талдау жүйесіне байланысты осылай көрсеткіш көрсетіп отырмыз. Құрметті әріптестер, негізгі баяндамалар толық тыңдалды. Бұл орақны рұқсат болса, сізден бүгінгі ұсыныс талаптар міндеттерді жүктесеңіз. Қайырлы күн, бүгінгі алқа жиынына қатысушылар. Бүгін Ақтөбе аумағында білім саласында атқарылған жұмыстарға тоқталдыңыздар. Енді бүгінгі жалпы алқа отырысында болашақта Жолдас Нұрланұлы енді көптеген жыл бойына жұмыс атқарылды. Бұл жерде атап айту керек, бұл өңірдегі барлық ұстаздардың, педагогтардың, ата-аналардың бірге атқарған жұмысының нәтижесі ғой деп ойлаймын. Әрине, жыл басында біздің өңірдің білім саласының жеткен жетістіктерінің барлығын біздер бұқаралық ақпарат құралдарынан, әлеуметтік желілерден және мемлекет тарапынан болып жатырған барлық қолдаулардың барлығын кең көлемде насихаттауға тырыстық. Ендігі алдағы жалпы алқа жиындарында мен ойлаймын, біздерге негізінен білім саласындағы өзекті мәселелер және соның шешу жолдарына және біздің білім саласындағы басшылар мен педагог ұжымына қандай міндеттердің жүктелетіндігіне біз кеңірек тоқталсақ деген менде осындай сіздерге тапсырма бар. Жалпы өңірде жыл бойына көптеген шаралар атқарылды. Әрине білім саласы болғандықтан бұл адам өмірімен тығыз байланысты. Біз бүгінгі күні тек қана оқушымен ғана тәрбиелеп отырған жоқпыз. Сонымен қатар қоғамның білікті, білімді мүшелерін тәрбиелеп отырмыз. Сондықтан бұл салаға айтылып жатырған мадақ та, бұл салаға айтылып жатырған кемшілік те жетерлік. Біздің барлық жұмысымыздың барлығы осы бағытқа шоғырланып, осы мақсатта жүзеге асырылуы керек. Білім саласындағы ең бірінші берілетін баға ол ата-аналармен және осы біздің ұсынып отырған қызметті бағалайтын жаңағы қоғам мүшелерімен бағаланады. Сондықтан жалпы қабылданған шаралар оқушыларға қатысты, тәрбиеленушілерге қатысты, олардың мүдделерін қорғауға қатысты мәселелердің барлығы келешекте тағы да біздің осы білім саласында қызмет ететін барлық басқарушы ұжымның, сонымен қатар ұстаздардың ең негізгі міндеті болып қала беруі қажет. Бүгінгі күні мемлекет басшысы біздің алдымызға үлкен міндеттер жүктеп отыр. Өздеріңіз білесіздер, педагог мәртебесі туралы заң қабылданды. Әрине, бұл заңның біздерге педагогтар үшін үлкен қолдау тапқаны белгілі. Бірақ бүгінгі күні қоғамды тәрбиелеу бағытында бірнеше де кедергілердің жоқ еместігін жасырмауымыз керек. Жаңа мына білімді бақылау, білім сапасын қамтамасыз ету департаменті тарапынан бірнеше деректер келтірілді. Өткізілген жаңағы әлеуметтік зерттеу барысында 1500 педагог сол білім ошақтарындағы әдеп жаңағы тәртіптерінің қанағаттанарлықсыздығын атап өтіп жатыр. Бұл әрине біз үшін үлкен сын болу керек. Себебі тағы да айтамын, біздер
баланы тәрбиелеп, сонымен қатар білім беріп отырмыз. Ендеше ең бірінші біз барлық жауапкершілікті өзімізден бастауымыз керек деп мен ойлаймын. Енді білім сапасын дамыту, ұстаздарды қолдау, оқушылар мен түлектерге барынша жағдай жасау, ол әр уақытта да кез келген жергілікті бюджеттің басты назарында. Бүгінгі күні Ақтөбе облысының бюджетінің 40% ол осы білім саласына арналып отыр. Мәселеге жоқ емес, бірнеше мектептердің жаңа құрылысын салу мәселесі бар. Жаңа айтылды, былтырғы жылы 12 мектеп пайдалануға берілсе, биыл 10 мектепті жаңадан құрылысын салып пайдалануға беру жоспарланып отыр. Онымен қатар бірнеше білім ошақтарын мектепке дейінгі ұйымдарды күрделі жөндеу міндеттері де алдымызда тұр. Материалдық техникалық базаны жаңарту ол жергілікті атқарушы органның бірден-бір міндеті болып табылады. Сондықтан бұл бағыттағы жұмысты біздер әрі қарай да жалғастыра беретін боламыз. Педагог ұжымының алдында білім сапасын арттыру мәселесі тұр. Қазір министрлік тарапынан бұрын соңды болмаған көптеген қолдаулар жасалып жатыр. Біз соның барлығын ұтымды пайдаланып, бар күш-жігерімізді негізгі жұмыстың бағытын осы сапалы білім беруге арнауымыз қажет. Өкінішке орай, бұл біздің білім ошақтарында барлығында бірден-бір бүгінгі күні орындалмай отырғандығын да біз айтуымыз керек. Бұл әрине сол жерде қызмет ететін педагогтардың біліктілігіне де байланысты. Ол жерде басшылық жасап отырған бірінші басшыларға да байланысты, жұмысты дұрыс ұйымдастыруға. Сонымен қатар, бұл бүгінгі күні мемлекет тарапынан беріліп жатырған әлі де болса көптеген қолдауларды ұтымды пайдалана алмай отырғанымызға да байланысты. Қазір Ақтөбе облысында балабақшамен қамту толығымен біз 100%-ға орындап қалдық. Ол жерде де ең негізгі мәселе ол сапа мәселесі. Қазір балабақшалардың басым көпшілігі бізде жеке кәсіпкерлердің қолында отыр. Мінекей ол жердегі де кешегі елде болған жағдайды көрдіңіздер. Қоғамның бүгінгі жаңа қойып отырған бірден-бір негізгі пікірі ол тәрбие бағытындағы жұмыстың әлі де болса да өзінің деңгейінде жүзеге асырылмай отырғандығына байланысты деп осылай баға беріп жатыр. Ендеше бұл біздер мен сіздерге байланысты. Жаңартылған білім мазмұнына толығымен көштік. Әрине көптеген ұтымды нәрселер бар. Ол жұмыс ары қарай жалғастыра беретін боламыз. Бірақ баланың жақсы болуы мұғалімнен білім ісіне дейін адалдығынан байланысты. Жасыратыны жоқ, осы Ақтөбе өңірінің өзінде бірінші басшылардың тарапынан құқық бұзушылық мәселесі, сыбайлас жемқорлық фактілері, білім ошақтарында балалардың тәртіпсіздігі, одан қалды балалар, жасөспірім балалардың қатысуымен жасалып жатырған қылмыстың бізде біресе өсіп, біресе төмен түсуі, тұрақсыздығы, суицидке ұмтылып отырған балалардың санының артуы, осының барлығы біздің ең негізгі жұмыс бағытында атқаратын ең негізгі міндеттеріміз болып табылады. Тағы бір мәселе бізде қазір мектептер мен жаңағы орта арнаулы оқу орындарында бірінші басшыларға байланысты ротацияның қабылдануы. Бұл да бірден-бір осы айтылып отырған жоғарыдағы мәселелерді шешудің жаңағы жолдары болып белгіленді. Бұл жұмыс алдағы уақытта да жоспарлы жасалатын болады. Тағы бір көңіл бөлетін жағдай, қай уақытта да сапалы маманды тәрбиелеу, ол біздерге байланысты. Біз әлі де болса да осы бағытта техникалық мамандықтар дайындау. Жаңа ақпарат ұсынған уақытта айтылды, былтырғы жылы орта арнаулы оқу орындарының берілген мемлекеттік квотаның саны 350-ге көбейтілді. Биылғы жылы ол санды біз 400-ге дейін көбейту мәселесін қойып отырмыз, біздің алдымызда тапсырма бар. Бұл жерде де жаңа 10 негізгі мамандық бойынша деп талдау жасалды. Бұл әрине ең соңғы шешім емес. Бұл бойынша жолдас Нұрлан біз әріптестермен бірігіп тағы да бірнеше кеңес жасауымыз қажет. Ақтөбе өңірі бойынша
қажетті мамандықтарды дайындау мәселесін біз қолға алуымыз қажет. Себебі былтырғы жылы берілген мемлекеттік тапсырысты жасыратын ештеңесі жоқ. Біздің колледждеріміздің ішінде орындай алмаған немесе шаққа орындаған да жағдайлар болды. Оны ешкімнен біз жасырмауымыз қажет. Сондықтан бұл бағыттағы жұмысты да біз ары қарай жалғастыра беретін боламыз. Қазір білім беру ошақтарының құрылыстары және күрделі жөндеулер жүргізіліп жатыр. Әрине біз облыс әкімінің жиындарында бұл мәселелерді көтеріп жатырмыз. Өзіңіз Жолдас Нұрланұлы көтересіз бұл жердегі сапа мәселесі. Қазір аудан әкімдеріне осы мәселені жаңа қадағалау жүктеліп отыр. Бірақ құрылыс салу сапасының, күрделі жөндеудің сапаларының өзінің деңгейде болуы, ол әрине көңіл көншітпей жатырған жағдайлар бар. Сапасыз. Бұл жерге де егер терең үңіліп қарайтын болсақ, ол жердегі мамандарды дайындап отырған біздерміз. Оның бір шеті келіп біздің өзімізге тиеді. Сондықтан техникалық мамандықтарды дайындау мәселесі Ақтөбе өңіріндегі еңбек нарығын зерттей отырып, бұны қайта біздерге қарауымыз қажет деп мен ойлаймын. Тағы көңіл бөлетін мәселе, енді материалдық техникалық база ары қарай ол өзінің жалғасын табады, қолдау көрсетіледі. Министрлік тарапынан жас маман жобасы жүзеге асырылды. Ақтөбе өңірі бойынша жақсы құрылғылар, материалдық техникалық базалар колледждерін жақсартылды. Осының барлығын енді тиімді ұйымдастыруымыз қажет. Білім беру процесіндегі ең негізгі бір мәселе ол тәрбие жұмысы. Бұл енді біздің ең басты бағытымыз болып табылады. Баршаңыз білесіздер, тәрбиесіз алған білім ол еш жерге апарып бізді жаңағы жақсылыққа апармайтындығын. Мінекей осы бағытта да мен жаңа ғылыми тәжірибелік орталықтың хабарламасынан қарап отырмын. Көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Бірақ кеше ғана осы облыс басшысының қолдауымен ашылған психологиялық орталықтың жұмысы әлде болса да өзінің деңгейінде жұмыс жасамай жатыр ғой деп мен ойлаймын. Мен ол жоғарыда айтқан мәселелер жаңағы балалардың арасында жасөспірімдердің қатысуымен немесе жасөспірімдерге қатысты қылмыс жаңағы өсуіне немесе төмендеуіне байланысты жыл бойы бізден жарты жылдай жұмыс жасадық. 50-ге шақты, 50 деді ғой деймін да, 50 жаңағы қоңырау соғылды деп. Немесе біздің қызметімізді қоғам әлі білмейді, немесе біздің сол орталық жасап құрылған орталық жарты жылда жақсы нәтижелі жұмыс жасап деуге болады. Мен орталықтың жұмысын жоққа шығармаймын, бірақ дегенмен де бұл жерге сондай орталық болып, сондай қызмет жасау керек. Кез келген адам, кез келген ата-ана дер кезінде хабарласып, сұрағын алып, жаңағы жоғарыда айтылған мәселелерді шешуге бір ықпал ету қажет. Осы біздер осы бір айдың жобасы болды. Жоғары оқу орындарының жатақханаларын аралап студенттермен кездесіп жүрмін. Бұл жерлерде де осы мәселелер жиі көтеріледі. Қаншалықты біздің жасөспірімдердің немесе мектеп оқушыларының болмаса ата-аналарының өздерінің көкейінде жүрген белгілі бір өзекті мәселелерін бізге сеніп тапсырады. Сондықтан мен ойлаймын, алдағы уақытта бұл орталықтың жұмысына біз қайтадан талдау жасап, қолжетімді етіп, сапалы қызмет көрсетуді ұйымдастыруымыз қажет. Биылғы жыл мемлекет басшысының шешімімен балалар жылы деп жарияланды. Енді бұл жылдың жариялануын күтпейді, біздер қалай нәрсені жасап жатырмыз. Бірақ дегенмен де қазір аудан қала басшылығына, барлық мемлекеттік мекеме басшыларының барлығына жасаған жоспарлаған жұмыстарының басым көпшілігін балаларға арнау тапсырылды. Балалардың енді 2 жыл бойы пандемия жағдайы болды. Балалардың емін-еркін бос уақытын ұйымдастыру, оны тиімді ұйымдастыру бойынша қол байлаулар болғаны шындық. Оның барлығын біліп отырмыз. Бірақ дегенмен де осы тәрбие бағытындағы жұмысты бізге Жолдас Нұрланұлы тағы да қарау керек. Біздің комиссия жұмыс жасайды, кәмелетке толмағандардың құқығын қорғау. Бұл жерде де бірнеше ұсыныстар айтылып келе жатыр. Осы ұсыныстардың барлығын ескеріп, біз бұл менде қайта қарауымыз керек.
Қазір Ақтөбе облысында 170-ке тарта балалар білім алады. Бұл енді облыс халқының 17%-ын құрап отыр. Одан өзге колледждердің студенттеріміз бар. Облыс халқының 25%-ын жастар құрайды біздерде. Мінекей біздер барлығымыз осы топтағы бір алғанда 50%-ға жуық облыс тұрғындарымен біздер жұмыс жасап отырмыз. Мінекей сондықтан барлық атқаратын жұмыстарымыз, жоспарларымыздың барлығы осы бағыттарға жаңағы шоғырландыру қажет деп мен ойлаймын. Енді 25 мыңнан астам педагогтар жұмыс істеп жатыр. Педагогтардың жұмыстарында әр деңгейде бағаланып жатыр. Қазір материалдық тұрғыда қолдау көрсетіліп жатыр, оны көріп жатырсыздар. Қазір студенттердің арасында, жалпы мектеп оқушыларының арасында өткізілген жаңағы сұхбаттасқан жағдайда жалпы педагог болуға деген қызығушылық бұрын осыдан бірнеше жыл бұрын ондай үрдісті байқамайтын болатын болсақ, қазір ондай үрдіс қалыптасты. Педагогқа деген құрмет, педагогқа жасалып жатырған материалдық қолдау, педагогқа жасалып жатырған жаңағы жауапкершілік, бұның барлығы күн санап жоғарылап келе жатыр. Біз енді осыған дейін әрине бұл мені жоғалтып алғанымыз бар, бірақ дегенмен мемлекет тарапынан нақты шаралардың қабылдануына байланысты бұл жұмысты өзінің бір қайтадан деңгейіне келеді деп біздер сенім білдіреміз. Сондықтан әріптестер, баршаңызды бұдан өзге де бірнеше жұмыс жиындарын, кеңестерді өткіземіз, мәселелерді талқылайтын боламыз. Сондықтан баршаңызды бірге жұмыс жасауға мен шақырамын. Бүгін көптеген деректер келтірілді. Жаңа мен әлеуметтік желіде зомға қосылып отқан тікелей эфирдегі келген жаңағы хабарламаларды, сообщениелерді оқып отырмын. Сондықтан білім саласы тағы да айтам, ол үлкен ауқымы кең, жауапкершілігі жоғары сала болғандықтан облыстан бөлінетін қаражаттың 40% осы салаға жоспарланып отыр. Бұл үлкен көрсеткіш, ендеше бұл жерде жауапкершілік те жоғары. Осы жұмысты бірігіп атқаруға мен сіздермен бірге шақырамын. Сосын бүгінгі әлеуметтік коллегия барысында айтылған барлық ақпараттар, келтірілген деректер, көрсетілген талдаулардың барлығы тек қана білім басқармасының парақшасы емес, сонымен қатар әлеуметтік желілерде, басқармалардың парақшаларында, жаңағы газет, журналдардың беттерінде бұқаралық ақпаратты кеңінен насихаттауымыз керек. Себебі біз бүгінгі мемлекет тарапынан көрсетіліп жатырған қолдаулардан кейбір облыстың тұрғындары бейхабар. Мінекей осындай ақпаратты естімегендіктен де наразылықтар толып жатады, әкімшіліктерге келіп жатады, жаңағы өздерінің теріс пікірлерін білдіріп жатады. Сондықтан баршаңызға мен нәтижелі жұмыс тілеймін, бірігіп жұмыс атқаруға шақырамын. Сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Рахмет, бұл рахмет. Тапсырмаларыңыз, ұсыныстарыңызды ескеретін боламыз. Бүгінгі халыққа мәжілісінің хаттамалық тапсырмаларына да кіргіземіз деп ойлаймын. Халыққа мүшелері қарсы емес қой. Қадірлі әріптестер, 1,5 сағаттың ішінде біз күн тәртібіне қойылған мәселелерді талқылап өттік. Әрине біздің көп әріптестеріміз әлеуметтік желілер Zoom платформасында қатысып отыр. Бірқатар сұрақтар түсті. Олардың боларақына осы эфир барысында жауап беріп кеткен жөн деп санаймын. Және қорытынды жасауға рұқсат етіңіз. Қадірлі әріптестер, қысқа әр сала бойынша негізгі міндеттерді қорытып шығайық. Енді мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында бізде осыдан 3 жыл бұрын алдымызда баланы қамту мәселесі тұр еді. Қазіргі таңда 3 жас пен 6 жастың аралығындағы балаларды мектеппен қамтуды 100% көрсеткішке жеткіздік. Бұл мемлекеттік тапсырыс берудің арқасы. Ендігі мәселе сапаны қадағалау. Ол үшін білім басқармасының осы сапаны қамтамасыз ету департаментінде бізде министрліктің арнайы бекіткен тапсырмасы бар. Ендігі мектепке дейінгі білім беру ұйымдары аттестаттаудан өтетін болады.
оларға тұрақты мониторинг жүргізетін болады. Және мемлекеттік тапсырыстың мақсатты жұмсалуы негізгі қадағалау осы жылға алдағы міндетіміз болып отыр. Шындығы керек, осы кезеңге дейін біз баланы қамтуды, баланың үйде емес, балабақшада болуына жағдай туғызған едік. Ендігі міндет олардағы сапаны тұрақты болуын қадағалау. Ендігі әріптестер, өздеріңіз білесіздер, 2016 жыл мен 2021 жылдың аралығында республика бойынша, соның ішінде біздің облысымызда да білімнің мазмұны өзгерді. Жаңартылған оқу мазмұнына көштік. Бұл негізгі мақсаты тұрақты түрде бұл әрбір пәнде күн сайын оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру бағытында жасалып отырған қадам. Қазіргі таңда халықаралық бірнеше зерттеулерге дайындық мәселесі жүріп жатыр. Бұл науқандық сипатта болмау керек. Біздің әр күніміз әрбір мұғалімнің бекітілген стандартқа сәйкес өткізген сабағы сол пизаға да басқа да халықаралық зерттеуге дайындық деп саналу керек. Ал 3 жыл сайын, 5 жыл сайын өтетін халықаралық зерттеулерге тек науқандық жарыс дайындықты жүргізу тиімсіз деп санаймын. Сонымен қатар орта білім беру сапасын жақсарту үшін қорытынды аттестаттау және мемлекеттік бақылау қағидалары министрлік тарапынан орта білім беру ұйымдары үшін де қайта қаралды. Яғни аттестаттау ережелеріне де қосымша өзгерістер енеді. Осы арада мен кейбір мәселелерге тоқталып өтемін, әріптестерден түскен сұрақтарға. Алтын белгі иегерлерінің санының жыл сайын өсіп отырғандығы және оның сапасының неге төмен екендігі жөнінде сұрақтар келіп түсті бірнеше. Рас, шындығында да 2020 жылы облыста мектепті үздік бітірген, яғни алтын белгілер алған 611 оқушы болатын болса, өткен жылы бұл көрсеткіш 652-ге дейін өсті. Дегенмен, бұлардың арасында ұлттық бірыңғай тестілеуде тіпті шектік межеден өте алмай қалған да шәкірттеріміз бар. Бұның басты себебі әрбір білім беру ұйымындағы баланың білімін артық бағалауда деп түсінеміз. Егер тиімді бағалау жүйесі енгізіліп, баланың білімі нақты бағаланатын болса, бұндай көрсеткіш болуы мүмкін емес. Сол себепті үстіміздегі жылдан бастап алтын белгі түлектерінің қорытынды емтихандардың материалдарын тәуелсіз сарапшылар тексеретін болады және алыну жүйесінде де өзгеріс енгізіледі деп күтіп отырмыз. Білім саласындағы үлкен міндеттердің бірі енді әрине сапаны қамтамасыз ету. Мен оны жоғарыда айтып кеттім. Біздің халықаралық зерттеулер біздің 3 жыл жасаған жұмысымызға баға береді. Қазір көптеген білім беру ұйымдарында педагогтарды білімін жетілдіру, шәкірттерді дайындау мәселесіне көп уақыт бөлініп отыр. Ол қажет те шығар. Дегенмен біздің әр күніміз жоғарыда айтқандай сапа үшін жұмыс жасауымыз керек. 2021 жылы қыркүйек айынан бастап білім беру ұйымдарының директорларын тағайындаудың тәртібі өзгерді. Оны бұл орақын өз сөзіңізде де айтып кеттіңіз. Жалпы облыс бойынша биылғы жылы 42 білім беру ұйымының басшысы ротацияланады деп күтіп отырмыз. Бұл яғни әрбір 90 сайын жүзеге асады. Өткен яғни жылы біз дайындық жұмыстарын жасадық. Жыл басында міне күні кеше кәсіптік білім беру ұйымдарынан бастай отырып 4 білім беру ұйымының басшысын ротацияладық. Ендігі кезекте білім беру ұйымдарының орта білім беру ұйымдарына көшеміз. Бұл арада негізгі мақсат әріптестер мектеп басшысын бірінің орнына бірін ауыстыру емес, арнайы құрылған комиссия біздің әріптесіміздің білім беру ұйымының басшысының осы қызметтегі тиімділігін бағалаймыз. Арнайы критерий жүйесі бар. Егер тиісті балды жинаған мектеп директоры немесе білім беру ұйымының кез келген басшысы басқа мектепке ауысу құқығы болады. Біз ол жұмысты ұсынамыз. Егер тиісті межедегі балды жинай алмаса, тиімділігі дәлелденбеген болса, ол әріптесімізбен яғни шартты бұзуға мәжбүр боламыз. Ротацияның негізгі талабы осы. Сонымен қатар болуырақны өзіңізбен келіскендей, бізде енді бірнеше мұғалімдердің білімін жетілдіру орындарымен келісімге отырып, осы алдағы жылы 100 мектепте командалық оқыту білім жетілдіру жүйесін енгізгіміз келеді. Бұл жөнінде алдағы облыстық сессияға тиісті ұсыныммен кіреміз. Егер депутаттардың қолдауын алатын болсақ, әрбір ауданда және қала мектептерінде үздік ғылыми бағытта жұмыс жасайтын әріптестерімізді сапаны арттыру бағытында командалық оқытудан өткіземіз. Оның құрамына мектептің басшысы, орынбасарлары, педагогтары кіреді деп күтіп отырмыз. Сонымен қатар мұғалімдерді биылғы жылы жұмысқа қабылдау, аттестаттау, яғни бұл автоматтандырылады деп күтіп отырмыз. Бұл мақсатта да бірқатар жұмыстар жасадық.
Апатты 3 ауысымды мектептердің де проблемасы бар, оны баяндамада тоқталып өттік. Бұл әсіресе Ақтөбе қаласында ерекше байқалады. Себебі біздің есебіміз бойынша алдағы 5 жылда облыс бойынша 50 мың балаға дейін оқушы орнының тапшылығы сезілуі мүмкін. Осы орайда бірнеше мектептердің құрылысын немесе қазіргі мектептің құрылыстарының жанынан қосымша құрылыс салуды жоспарлап отырмыз. Осының ішінде ерекше айтып кететін мәселе Ақтөбе қаласының 8 қалалық мектебінің жанынан жаңа орын саламыз. Олар 2-ші, 8-ші, 12-ші, 14-ші, 22-ші, 47-ші, 51-ші және 60-ші мектептер. Бұл мектептердің де жобалау сметалық құжаттары құрылыс басқармасының тарапынан әзірленіп жатыр. Басқарма басшысымен келісіміміз бойынша алдағы мамыр айына дейін осы мектептердің барлығында жобалау сметалық құжаттары шығу керек. Біз жаз мезгіліндегі сессиядан қаражат сұрап, осы жылы бұл мектептердің барлығында құрылысын бастағымыз келеді. Осы орайда 60-ші мектептегі әріптесіміз мектеп директоры сауал жолдаған екен, тех условияның алынбай жатқандығын, бұл басқарма тарапынан бұл бағытта жұмыстардың әлсіз жүргізіліп жатқанын сыналған екен. Құрылыс басқармасымен біз тұрақты түрде байланысып отырмыз. Тех условия беру білім басқармасының құзыретіне кірмейді, бірақ сенімді әріптес ретінде қолдау көрсету біздің міндетіміз. Құрылыс басқармасының берген мәліметіне сәйкес бүгінгі күнде газ, свет, су, байланыс жүйелері бойынша толық тех условия алынған, жобалаушыларға бұл құжаттар тапсырылған. Яғни бас жобалаушы Ақтөбе Граждан проект. Әріптеспен бұны сөйлесіп отырмыз. Қадірлі әріптестер, енді пән мұғалімдерінің де тапшылығы бар. Бұны біздің әріптесіміз Бұлбұл Бейсенбаевна да жаңа баяндап өтті. Бұл мемлекет басшысының да алдымызға қойып отырған міндетті білім беру ұйымдарын сапалы кадрлармен, яғни білікті кадрлармен қамтамасыз ету. Осы орайда бірнеше жылдар бері жүзеге асып жатқан облыс әкімінің гранты, кейбір педагогикалық мамандықтар дайындайтын оқу орындарымен бізге қажет мамандар дайындау жөніндегі арнайы топтарды ашу бағытында нақты жұмысымыз бар. Енді қазіргі таңда өзекті тұрған мәселелердің бірі бұл ауыл мектебі мен қала мектебінің арасын теңестіру. Бұл жөнінде біздің әріптесімізден сұрақтар түскен екен. Нақты қандай шаралар жасап жатсыздар? Өздеріңізге білесіздер, өткен жылдан бастап ауыл мектептерінің модернизациядан өткізуді бастадық. Яғни 282 мектепті осы 5 жылдың ішінде біз толық модернизациядан өткіземіз. Мәселен, үстіміздегі жылы олардың 56-сы жаңартылады. 56 мектепте күрделі және кешенді ағымды жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. 137 пәндік кабинеттер алынады осы жерге. 56 мектептің жиһаздары жаңарады, кітапханалары жаңарады, асханалар жаңарады, және де қауіпсіздік мәселелері бойынша тиісті қаражат облыстық бюджеттен қаралды. Бұл ауыл мектептеріне байланысты. Осы орайда тағы да бір сауал түсті. Мен өзім әр сұраққа жауап беріп отырмын. Мәселен, Ақтөбе қаласы бойынша балалардың тасымалы мәселесі бойынша мәселенің бар екендігін жоққа шығармаймыз. Бізге жалпы 50-ге жуық мектеп автобусының қажеттілігі бар. Олардың 15-сін өткен жыл аяғына дейін алды. Алдағы осы жылы 32 жаңа автобусты мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқылы сатып алғалы отырмыз. 32 автобустың 20-сы Ақтөбе қаласына, қалғандары жергілікті, яғни әр ауданның сұранысына байланысты бөлінетін болады. Алдағы 3 жылда бала тасымалы мәселесі де толық шешімін табады деп күтіп отырмыз. Енді әріптестерімнің баяндамасында айтылған кейбір мәселелерге тоқталу қажет емес деп ойлаймын. Дегенмен бір ерекше мәселе, бұл мәселеде сіздің қолдауыңыз ерекше сезілді. Рахмет. Осы жылы Қандыағаш қаласынан біз облысымыздағы 4-ші ПМК-ны ашуды жоспарлап отырмыз. Бұл өте маңызды қажет мәселе. Себебі егер осы ПМК ашылатын болса, біз Шалқар, Мұғалжар, Темір, Байғайын аудандарындағы қажеттілігі бар балаларды осы Қандыағаш қаласының орталығында бақылаудан өткізу мүмкіндігіміз ие боламыз. Енді білім беру, қосымша білім беру, кәсіптік білім беру мәселелері жөнінде сіз біздің алдымызға нақты жоспарды бекіттіңіз. Сол бағытта жұмыстар жасайтын боламыз. Бірқатар биыл басқару жүйесінде де өзгерістер енгізуіміз мүмкін. Сонымен қатар бұларда облыс әкімінің
сіздің қолдауыңызбен біз жаңа оқу жылынан бастап мына балалар жылына орай бірқатар жақсы жағымды жаңалықтар енгізбекшіміз. Бұл енді әсіресе ұсыныстар бар. Сол мақсатта қазіргі таңда біз облыс әкімінің қолдауын сезініп отырмыз. Әсіресе тамақтану басқа мәселесінде өзгерістер болуы мүмкін. Ол жөнінде жаңа оқу жылынан алдындағы тамыз мәслихатында біз қорытып айтамыз деген үміттемін. Әріптестер, менің баяндамамда жоқ, бірақ қосымша түскен сұрақтар бар. Тағы да мынада 60-шы мектептегі әріптесімізден мектеп директорынан сауал түскен екен ПХВ бойынша. Әрине, бұл шаруашылық жүргізу құқығына көшу біздің бүгінгі күннің талабы болып отыр. Әр мектептің өзін-өзі қаржыландыруы, қосымша табыс табу мәселесі. Осы орайда өткен оқу жылының ішінде мен бірнеше әріптесімізді, әсіресе мектеп директорларын жинай отырып, арнайы жұмыс тобы құрдым. Әрбір директордың пікірін білдік. Оларда біздің әріптестеріміздің пікірі екіге жарылды. ПХВ-ға көшкен жағдайда ұтылатын тұсымыз қандай, ұтатын тұсымыз қандай. Дегенмен 12 мектепті біз қазір таңдап алдық. Олардың тәжірибесін зерттеп отырмыз. Алайда ПХВ құру үшін өткен жылы мораторий жарияланды. Бұл себебі КГУ-дан ГПК-ға ауысу керек. Сол себепті осы мораторий алынғанға дейін ПХВ-ға көшу білім беру ұйымдарында тоқтап тұр себебі. Енді мынарда тағы бір әріптесімізден Ерболсын Көбековтен әлеуметтік желіге сұрақ түскен. ITTB Белқопа орта мектебінің жанынан жаңадан спорт зал мен шеберхана жоспарда бар ма? Жалпы сонау 50-ші жылдары, 60-ші жылдары пайдалануға берілген, тіпті күні кеше 90-ші жылдардың ішінде салынған мектептердің ішінде де кейбір тек оқу корпусы салынып, асхана, акт зал, спорт зал салынбаған мектептердің саны өте көп. Қазіргі таңда облыс бойынша біздің қолымызда 10-ға жуық спорт залдың проектный сметалық документациялары дайын тұр. Кезең-кезеңмен бұл жүзеге асыратын болады. Менің әріптестерім бұл мәселені біледі, зерттеп отыр. Осы алдағы сессияға Белқопа мектебінің жанынан спорт зал және актовый залдар салу үшін 4 миллион теңгеге сұраныс бердік. Егер депутаттардың талабына қолдау болатын болса, осы жылы жобалау сметалық құжаттарын әзірлейміз. Бұл 2020-2025 жылдарға арналған инвестициялық жобалар тізіміне кірді. Сонымен қатар Белқопа ауылында биыл газ кірді. Енді негізгі міндет қазіргі таңда биыл жаңа жылыту маусымына дейін осы мектептің жылу жүйесін газға өзгерту болып отыр. Осы бағытта жұмыстар жасаймыз. Білікті мамандарды ауылдық жерлерге апару жағынан проблемасы бар. Оларды ауылға апару үшін қандай шаралар атқарылып жатыр? Бұл енді ерікті жағдай. Егер диплом алған жас түлек немесе дипломмен бар маман болса да, бізге бос сұраныстарға орын бар жерге баратын болса, ол бірнеше жылдан бері жобаға асып жатқан жүйе дипломмен ауылға деген арнайы республиканың бағдарламасы бар. Бұл бағдарламасы жылына 1% көлемде өсіммен тұрғын үй алуға несие береді. Сонымен қатар көтерме жәрдемақы төленеді. Және біздің облысымызда ғана емес, республикада ауылдық жерге барған педагогтың жалақысына да едәуір, яғни өсім мен коэффициенттері бар екендігін хабарлаймын. Енді әріптестер, негізгі түскен сұрақтарға жауап берген секілдіміз. Жауапсыз басқа да қосымша түскен сұрақтар бар ма, әріптестер? Осы мәселеге тоқталдық. Бүгінгі күн тәртібіндегі айтылған мәселелерден қорытынды шығарамыз. Алқа мүшелерінен бүгінгі коллегияның шешімдері қолдарыңызда бар. Егер қарсы болмасаңыздар, әрбір қабылданған шешімді бір дауыс беру арқылы қабылдасақ. Ұсыныстарыңыз бар ма? Онда шешім қабылдансын деп дауыс берейік. Қарсы, қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Алқа отырысының әр шешімі тұрақты түрде бақылауда болатындығын хабарлағым келеді. Қадірлі әріптестер, бүгінгі білім басқармасының алқа отырысына қатысып, ұсыныстарыңызды білдіріп, сұрақтарыңызды қойып, отырғандарыңыз үшін көп рахмет. Жаңа оқу жылының қарсаңында бірқатар қосымша заңнамаларға енетін өзгерістер болуы мүмкін. Ол жөнінде қосымша хабарлаймыз.
Баршаңызға еңбектеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Сау шықта болыңыздар.